Ассалаумағалейкум, құрметті ақтөбеліктер, футбол сүйер қауым, қайырлы кеш. Сіздермен бірге қайтадан қауышып жатқан Ақтөбе әуесқой футбол лигасы подкаст. Осы Ақтөбе әуесқой футбол лигасының жанынан жүргізіп жатырған подкастта өткен турларға шолу және алдыңғы болатын ойындарға ЛФ-тің болжам деп айтсақ та болады. Және де бүгінгі подкасттың қонақтарымен таныстырып өтейін. Мизамов Ержан мырза, Ереке біздің подкастымыздың тұрақты өкілі, Ақтөбе әуесқой футбол лигасының ұйымдастырушыларының бірі, кеңесшісі. Қош келдіңіз, Ереке. Және де бүгінгі подкастта, жалпы біздің подкастта алғаш рет қонағымыз Олжас Саттаров мырза. Олжас Саттаров Ақтөбе әуесқой футбол лигасының белді ойыншыларының бірі, және де төрешілік қызметте де қазір қатар алып жүрген өкіліміз. Қош келдіңіз подкастымызға. Қош көрдік. Рахмет шақырып жатқандарыңызға. Келісім беріп келгеніңіз үшін. Және де ең алдымен алғашқы сөзді қонағымызға берейік, қонақжайлық танытайық. Жалпы Олжас мырза, өзіңіз жайында, өзіңіз қандай командада ойнап жүрсіз, командаңыз қазір қай деңгейде, қай лигада келе жатыр деген сияқты. Жалпы әуесқой футбол лигасы бойынша жалпылама айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым. Жалпы өзім есімім Саттаров Олжас. Жалпы мен ВЧД Қандаш командасында ойнаймын. Жалпы біздер жоғары лигада ойнаймыз. Жоғарғы лигада жартылай финалға жетіп тұрмыз. Бұйырса Ынтай командасымен ойнаймыз, Алла қаласа. Командамыз жалпы задача дейді ғой. Задача осы лигада чемпионство. Тапсырма чемпионство. Бұйырса чемпион боламыз деп ойлап жатырмыз енді. Турнирдің басынан сондай тапсырма. Турнирдің басынан. Жалпы біз деген Қандаш командасы, жалпы Суперлигада ойнатқан командамыз ғой. Ана жылда Суперлигада қалдық біз өйткені. Биыл жалпы командамыздың составына байланысты шамалы өзіміздің өз еркімізбен жоғары лигаға түстік. Шыны керек. Жаңа Бекжан Дәулетов бар, жаңа ол да аяғысынан қосылды. Осы трансфер кезінде, негізінде ол Жетісуда ойнап жатты ғой. Одан кейін Саттаров Шыңғыс, өзіміздің беделді ойыншыларымыз, ол батыс батырларында ойнайтын болғандықтан өзіміздің күшімізге қарап Суперлигадан бас тартып жоғары лигаға келдік та. Сосын осы жоғары лигада чемпион боламыз деген задача қойдық өзімізге жалпы. Аяз би әліңді біл деген сол. Суперлигадан өзіміз бас тарттық өз еркімізбен. Егер де чемпион болсаңыздар, немесе финалға шықсаңыздар, Суперлигаға шығу керек болады, қаңтарда басталатын чемпионатқа. Ол кезде бұйырса составды түгелдейін деп тұрмыз ғой. Өзімізде інілеріміз бар еді, тағы 2 жас балдар. Басқа командаларда ойнап жүр қазір. Үмітте жүр ғой. Біреуі деген Азим дейтін металлургта жүр. Екінші Мирас дейтін бар ғой, тағы U19-да ойнап жүр. Сол барлығын қосуымыз керек болып жүр енді. Барлығын басын қосып, бұйырса жеңіп жатсақ, Суперлигаға қатысамыз, Алла қаласа. Әмин. Үмітте ойнап жүрген кім? Рүстем Асылхан. Рүстем деген ініміз бар екен ғой. Жақсы, сәттілік ойындарыңызға. Ойындарыңызды бақылап келеміз. Қандыағаштың жалпы керемет ойын өрнегін көрсетіп жатқан жоғары лиганың фавориттерінің бірі деп ауыз толтырып айтуға болатын команда. Ендеше көп ұзамай екінші лигадан бастап өткен турға 1-4 финал ойындар болған болатын, ширек финалдар шолу жасап өтейік. Қысқаша 1-4 финалда 4 ойын болды. Алғашқы ойын Тұран және Сарат арасындағы ойын. Екеуі де жақсы команда. Тұран әсіресе соңғы чемпионаттарда өздері арнайы бапкер алып, демеушілерін жағдайын жақсартып, жалпы ойыншылардың санын көбейтіп, тыңғылықты дайындықпен қатысып жүр. Тіпті соңғы күзгі чемпионатта финалда жеңілді, финалға шығып екінші орын алды. Мынада да біразға дейін келді, бірақ ширек финалда сүрінді. Сарат командасы 4-3 есебімен жеңіп кеткен екен. Жалпы Ереке бақылап жүрсіз бе екінші лиганың ойындарын айтарыңыз бола ма? Қарамадым осы аптада ойындарда. Бұл ойында Ержан Қожантайұлы есімді Сарат командасының ойыншысы жалғыз өзі хет-трик жасаған екен. Жалпы ойынның нәтижесін жалғыз өзі шешкен сияқты. Сарат командасы жартылай финалға өтті осылайша. Келесі екінші матч лидер мен Ащысай. Бұл жақта лидер командасы жақсы командалардың, жаңадан құрылған командалардың бірі. Ақтөбенің жалпы 41 деген шағын аймағы бар. Мөлтек аудан десек те болады шығар. Сол 41-дің жігіттері, футболшылары бірігіп құрған команда лидер деп. Жалпы бұрында да болды осы команда, қайтадан жаңғыртып, таза өзінің балдар болып жарысқа шығып
жандандырып жатыр. Жанкүйерлері көп командада. Иә. Лидер негізінде жалпы сөзімді бұзып жіберейін. Лидер деген команда негізі біз ойнадық. Лидерде мен, Нурик Саришанов деген, Ерлан дейтін бар Металлургта. Сол барлығымыз екінші лигада қатысып, бұрын қоныста болатын болды ғой. Сол кезде қатысып чемпион болдық екінші лигада. Одан кейін бірінші лигаға қатысып, ода да екінші орын алдық. Бұрыннан бар команда еді, содан кейін спонсор жағынан спонсор болмай қалып, содан кейін ол команда сіліп кеткен, жойылып кеткен еді. Осыдан енді 41 балдар тағы шыққан кез сол лидер команданың атымен. Сол лидер командасында ойнап жүрген балдардың барлығы сол бірге ойнадық сол кезде. Көбісінде ішінде. 5-3 есебімен Ашсайды жеңіпті. Ашсай командасы жалпы көпшілігі фаворит деп айтқан болатын плей-оффта. Фавориттердің бірі деп үздік үштіктен көрген, себебі бірқатар трансферлер жасады трансферлік терезенің кезінде. Бірақ дегенмен де лидер командасы басым түсіп тұр. Бұл кезде енді жанкүйерлері өте көп командалардың бірі. Сол характермен ойын көрсеткен болу керек. Азамат Саматович дубль жасапты лидер сапында. Маңғыстауов Әділбек бар екен планета. Әділбек Маңғыстауовты алды айтпақшы лидер трансфермен. Келесі жұп Спорт Ақтөбе Нова. Бұл жақта есеп 2-2 тең есеп тіркеліп, ойынның жеңімпазын келесі кезеңге өтетін команданы пенальти сериясымен анықтады. Пенальти сериясында сәттілік Спорт Ақтөбенің жағында болды. Жалпы бұл матчта да көпшілігі Спорт Ақтөбені фаворит санаған болатын, себебі Спорт Ақтөбе Ырғыздың бұрынғы Ырғыз жас командасы, аттарын Спорт Ақтөбеде өзгертіп Демеушін атымен қатысып жатыр. Және трансферлік терезенің кезінде Ырғыз жастар білесіздер жоғарғы лигадан топтық кезеңнен шықпаған болатын. Және сол жоғарғы лигада топтық кезеңде Ырғыз жастарында ойнаған 4 ойыншыны Спорт Ақтөбе сапына трансфермен ауыстырған болатын. Сол себепті айқын фаворит деген, бірақ Нова командасы көріп отырсыздар, тіпті жеңіп кете жаздаған, жартылай финалға өтіп кете жаздаған, 35-ші минутта 2-1 есебімен алға шыққан, 39-ші минутта матчтың аяқталуына 1 минут қалған кезде Қанағат Жанұзақ Спорт Ақтөбе сапында Ырғыз жастан барған Қанағат есепті теңестіріп пенальти сериясына апарған екен. Ал пенальтиде Нова командасына сәттілік жетіспеген. Осылайша Спорт Ақтөбе жартылай финалда. Және келесі соңғы жұп екінші лигадағы ширек финалдағы Құмтоғай Аконко командалары. Құмтоғай Ырғыздың бір ауылының командасы, Құмтоғай атымен, және Аконко командасы. Бұл жақта енді ойсырайы жеңілді. Аконко Құмтоғай 9-2 есебімен жеңіске жетіп жартылай финалға жолдама алды. Жалпы Құмтоғайды топтық кезең аяқталғаннан кейін барлығы трансферден кейін енді күшейді ма? Айқын оған дейін фаворит мықты болды негізі. Оған дейін Ернар болды, алтын картамен ойнап жүрді. Ернар Ырғыз жастағы Ернар алтын картамен ойнап жүрді. Одан кейін шаңырақтан 2 ойыншы барды. Еркін Жұмаханов пен Ерлан Досмұхамбетов. Тағы бір қатар ойыншылар барды. Сөйтіп составты күшейтіп алды дейсің. Екінші лига, общий лига болып тұр ғой қазір. Бүкілі бар, ұшып кеткен командалардың бәрі сол жаққа барды екінші лигаға. Негізінде ренжіп жатқан командалар да бар. Біз төрешілік деп жүрміз ғой. Біз деген екінші лига емес, мынау жоғары лига, премьер лига болып кетті деген сияқты. Негізінде келесі қыстағы неде кезеңде жалпы не істеу керек сияқты, өзгерістер жасау керек сияқты. Бұл мәселе айтылды бізде. Қаралса, сол бірінші, екінші лига командалар бірлерімен трансфер ауысса, енді өз арасында. Жоғары лига мен премьер лиганың командалары бірлеріне трансфер жасалса, өзде не болатын еді жаңағыдай. Теңдік болатын еді. А то екінші лигада кеше ойнаған командалар айтты да, ұтылып қалса да біз өз командамызбен ойнадық, ешқандай трансфер алған жоқпыз деп та. Бізде ондай спонсорлар да жоқ деген сияқты реніштерін білдірген командалар бар да. Полуфинал айтып жібереміз сразу. Жартылай финалда жұптар Саратпен лидер ойнайды, және Құмтоғаймен Спорт Ақтөбе ойнайды. Спорт Ақтөбе Ырғыз жас, яғни Ырғыздың екі командасы Ырғыздың дербиі болады. Екінші лигада Құмтоғай Спорт Ақтөбе және Сарат лидер. Қалай ойлайсыздар? Қонағымыз. Мен енді лидер мен Саратта фаворит лидер көріп тұрмын. Лидердің жігіттері. Өзіміз ойнаған жігіттер ішінде жалпы осы екінші лигада өзімнің фаворитім сол лидер командасы деп ойлаймын. Жалпы екінші лигада фаворит деп па? Жақсы. Ар жағында? Ар жағында Құмтоғай мен Спорт Ақтөбе. Құмтоғай мен Спорт Ақтөбеде Құмтоғай жеңіске жетеді деп ойлаймын, өзімнің ойым. Құмтоғай мен лидерді финалда көріп тұрсыз. Финалда бұйырса көріп тұрсыз. Финалда қалай болады деп отырсыз? Лидер деп отырсыз ғой. Финалда жалпы лидерге болсам, бірақ та деген өзде финалда басқаша болады өсті. Жақсы.
Ереке сізде бар ма? Сарат пен лидер меніңше пенальтиға дейін баратын сияқты. Ал Құмтоғай мен Спорт Ақтөбеде Құмтоғай чемпион көріп тұрмын мен енді. Нәтиже алмадан ғой әрине, бірақ ойын жағынан Құмтоғай. Жалпы сіз де Құмтоғай мен лидерді финалда көріп тұрсыз деп ойлайсыз да? Иә. Бірақ Саратты по пенальтиға ұтатын сияқты. Ал Құмтоғай Спорт Ақтөбені ұтады деп ойлаймын. Түсінікті. Құрметті көрермендер, егер де көріп отқан болсаңыздар, осы жарияланып шыққаннан кейін өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Екінші лигада бізде қай команда чемпиондыққа басқаларынан қарағанда жақындау, қай команда басым екендігін. Және осы сенбі күні көреміз жартылай финалдық ойындардың нәтижесін, қай команда финалға жолдама алатынын. Және осы сәтте екінші лиганың қорытындыламас бұрын сұрмергендер тізімін айтып кетейік. Яғни сұрмерген деген көп гол салған шабуылшылар, ойыншылар. Екінші лигада сұрмергендер көшін Ернар Қайырұлы жеке дара бастап тұр екен, 14 гол салған. Екінші орында Яхия Дюкло және Дмитрий Чашков. Яхия Дюкло Дуис сапында, Дмитрий Чашков Жайсан сапында. Екеуінде де 10 голдан, бірақ екеуі де жарысты қысқартты. Сондықтан Ернар Қайырұлына жалпы жету қиындау сияқты болып отыр. Арзаковтікі де бар ғой, 9 голмен тұрген лидер болды. Лидер. Құмтоғайдың ойыншысы бар, ар жағында 9 голмен Нұрбол Асқарбек. Оларға әрине мүмкіндік бар, бірақ арасы 5 гол. Көреміз бұйырса. Полуфиналда қиындау болады сияқты уже. Ендеше екінші лиганы осылайша жабайық. Жартылай финалдық ойындарды көруге келіңіздер. Екінші лиганың ойындары сенбі күні Алихан спорт кешенінде таңертең 9-да және 9:50-де басталады. Таңертеңгі ойындар. Баршаңызды күтеміз. Келесі кезекті бірінші лигаға берейік. Бірінші лигада ширек финалда аса тартысқа толы матчтар болды. Батыс пен Тамды ойнады, Арын мен Ойыл командасы ойнады, Үміт пен Құтикөл және Самбатыс пен Қассапа матчтары тіркелді. Алғашқы матч Батыс 2, Тамды. Бұл матчта 4-3 есебімен Тамды командасы жеңіске жетіп жартылай финалға шыққан екен. Не айтасыздар бұл ойынға қатысты? Мен көрмедім ойында. Мен де көрмедім бірінші лиганың ойындарын. Тамды командасы жалпы тұрақты қатысып жүрген ЛФК команда. Аслан Сқақов команданың капитаны, жалпы өкілі. Абекең кеше Бровкаға тұрған сияқты. Абзал. Абекең. Және тренер болған сияқты. Аслан Сқақов өзі хет-трик жасап, 3 гол салып, енді 4-3 есебімен жеңіске жетіп отыр. Өзінің жалпы үлесі елеулі екен. Батыста Дәулет Клишкарин ойнаған екен, да? Дәулет Клишкарин. Батыс 2-де. Машалла. Трансфер. Осылайша Тамды командасы жартылай финалға жолдама алған. Батыс 2 айта кетейік, бұған дейін 1-8 финалда U19 командасымен түскен. U19-дың жігіттері сыртқы жарысқа кеткен болатын, Павлодарға, қателеспесем. Және олардың орнына U17 командасының ойыншыларын трансфермен алып, U17-мен ойнап, оларды жеңіп кеткен. Тамды командасы жартылай финалда алғашқы. Одан кейінгі матч Арын Ойыл арасында болды. Бұл матчта 6-3 есебімен Ойыл командасы жеңіске жеткен және жартылай финалға шықты. Досымжан Қабдуахит хет-трик жасаған бұл жақта. Және Қыдан салыпты бір голды. Қыдан өз голын салады. Әр матчта салып тұра ма? Ерасыл Елжанов дубль жасаған екен Арын сапында. Арын енді топтық кезеңнің соңғы ойынында қателеспесем, негізгі ойыншыларының бірі, старттық ойыншысы Мейірбек Сапарғали қызыл қағаз алып кетті. Ардақ жоқ, артта ойнайтын. Вақтыда болды, жұмыста. Кім болды ма? Максим Хамитов болмады ма? Болған сияқты соңғы ойында. Да, болды ма? Арын негізі фавориттердің бірі еді, бірақ сол жаңағы состав плей-оффта уже болмай қалды игроктары. Екі игроктың Арын газонда чемпион болды осы, да? Иә, бірінші лиганың чемпионы болды. Ойыл өткен жылы футзалда екінші лиганың чемпионы болды, қателеспесем. Жоқ, екінші орын алды, Китспарктан ұтылып қалды. Китспарк алды ма? 2 алды Ойыл. Жалпы жақсы кетір Ойыл. Бұл жақта алтын картамен ойнап жүрген Досымжан Қабдуахитті айтып кетуге болады. Сұңқар командасында ойнап жүр. Жалпы Сұңқар ұшты енді. Салғыш ойыншы. Аспай ойнайды ғой енді. Галиадор ойыншы. Қыдыр әлі Тұрған Алиев бар, алтын картамен жүрген. Қаштербес екеуінде. Жайылхан Бауыржан бар. Жайылхан кешегіде қызмет каптың үздік ойыншысы болды. Сұрмергенде осы Жайылхан болған сияқты. Қай команда ойнайды ол? Танымайды екен. Ойылда ойнай ма? Ойылда, қызмет капта
азхс деме ойнайды. Танимын. Заводта жасайтын жігіт. Көрдім ойынын. Осылайша ойыл командасы екінші жартылай финалға шыққан команда. Тамдымен кіммен кеседі жаңа? Тамдымен кесе ме? Тамдымен кесе ме жаңа ұтқан? Жоқ. Самбатспен ойыл кездеседі. Самбатспен. Тамдымен үміт кездеседі, қателеспесем. Үміт пен Самбатс екі жақта сетканың. Инстаграм тұрады жаңа. Үміт пен Тамды, иә, Самбатс пен ойыл. Келесі үшінші матч, ширек финал бірінші лиганың үміт пен Құтекөл арасында жойқын матч болды. Қос командада жақсы ойыншыларға толы командалар, қос командада соңына дейін берілмейтін командалар. Әсіресе Құтекөлдің ойыншыларының характермен соңына дейін ойнайтынын айтып кетуіміз керек. Есеп 6-3 есебі тіркелген. Үміт жеңіске жетіп жартылай финалға жолдама алған екен. Құтекөлдің сапында команданың капитаны Әмір Асқарұлы қызыл қағаз алып кеткен. Қателеспесем, тікелей қызыл қағаз төрешімен сөзге келіп қалып алды. Ал үміт сапында Рустам Асылхан дубль жасаса, хет-трик жасаған, Қанағат Байғаз дубль жасаған. Рустам мен Біздің қандашын ініміз ғой жаңа айтып отқан. Тимур Абойлендтен ауысып барды ғой трансфермен. Тимур Қонтаев алғашқы гол салған екен. Моменттер жақсы салатын, в одно касание, сондайлар енді. Большойдың баласы ғой енді, проф. Ал Құтекөл сапында Мұқағали Еркеғалиұлы Мұқаш дубль жасаған екен. Жалпы әр ойында гол салып келе жатқан, дубль, хет-трик, покерден салып жүрген ойыншы. Өткенде тіпті бір ойын 19-да 0 болды ғой, 19-да 1 ме. Сол ойында 6-7 гол салған шығар, қателеспесем осы. Бомбардир сол келатыр 17 голмен. Солай ма? Мират Әбілов екіншісі. Екеуі де Құтекөл. Осылайша үміт командасы жартылай финалға жолдама алды. Үмітте трансферлік терезеден кейін сәл күшейттім құрамын. Қанағатталған сияқты, қателеспесем. Қанағат баяғыдан болды ол. Бұрыннан болды ма? Иә, просто ана неде жүрді ғой, Хромтауда жүрді ғой. Кейін Хромтаудан кетіп қалды да. Тимур екеуі әдемі қосылды ғой. Және келесі ойын ширек финалдың орталық ойыны деп айтуға болады. Бірінші лигадағы Самбатс пен Қассапа. Бұл матчта алғашқы негізгі уақытта ойынның 3-3 есебі тіркелді. Пенальтиге дейін жетті. Пенальтиде 4-2 есебімен сәттілік Самбатстың жағында болған екен. Қос командада да бір-бір ойыншыдан қызыл қағаз алған. Ойынның бірінші минутында Анарбек Тауен бір гол соғып Қассапаны алға шығарған. Екінші минутта Дәурен Дінқаман Самбатстан қызыл қағаз алып алаңнан қуылған. 4-ші минутта Қуаныш Тіркешбаев қайтадан бір гол соғып 2-0 есебімен алға шыққан екен Қассапа. Алайда 12-14 минуттарда Самбатс теңестірген. Және екінші таймда Тұрарбек Жәдігеров пен Анарбек Тауен қайтадан бір голдан салған. Мадияр Төлеген алаңнан қуылған екен Қассапа сапында. Пенальтиде Қассапаға сәттілік серік болмаған. Жалпы өте жақсы ойын көрсетті осы жарыста. Фаворит командалардың бірі болды ғой Қассапа. Қымбат ерте кесіп қалған. Айдархан да алды ғой. Иә, Айдархан. Алтын картамен Қассапа. Енді жартылай финал ойындарына тоқталайық. Жартылай финалда Самбатс пен ойыл, үміт пен Тамды командалар кеседі. Не айтасыздар? Кім фаворит деп ойлайсыздар? Ереке енді кезексенде өзін айтып көр. Үміт пен Тамдыда үміт деп ойлаймын. Енді Асекең ренжімесін. Үміт жақсылар ау, составтары. Мына жақта Асекең жалғыз өзіне қиын болады. Ал қасындағы жігіттер танымайды екен Тамдыны. Ал ойыл мен Самбатста пенальти сериясы болады, айта алмаймын бірақ. Екеуі де мықты. Қадекеңдер, Досымжандар, Изничева гол салып кетуі мүмкін ше. Бірақ Самбатста күшейді, Ернар да алды олар. Олар да күшейді, бірақ пенальти сериясында болады сияқты. Пенальти сериясы. Меніңше үмітпен сол Самбатс финалда кесетін сияқты. Сіз әр ойында, әр лигада бір ойынға пенальти болады сияқты деп отырсыз. Екеуінде ренжіткіңіз келмей амал жоқтан айтып отырған жоқсыз? Жоқ. Ренжімейді ғой енді. Өткенде жақ 13-ші сектор жігіттер болмаса, тек мен соған сөздерімді сосын жастар ма? Бірақ не деп ренжісе де ренжи берсін енді. Әркім өзінің мінезі болады. Әрине. Жеке ойы. Біздің өзіміз ойымыз ғой жаңағыдай. Футбол Самбатс пен ойылды айта алмай тұрмын, шынымды айтайын бар ғой. Пенальти сериясы болатын сияқты. Егер біреу ұтқан жағдайдың өзінде бір гол разница болатын сияқты.
менің ойымша жалпы Самбатыспен сол үміт деп ойлаймын өз ойым. жоқ, Самбатс бірақ кеше Қазапамен ойнаған кезде кішкене қиналып қалды. Ойыншылар бір-бірімен әлі трансфер жасағаннан кейін кішкене Секвенс болмай жүр ма? әртүрлі типтағы ойыншылар, өткенде кімге Нұрашқа да айтқанмын негізінде. Ойыншылар әртүрлі типтағы ойыншылар. Ернардың ойыны басқа, Тұрарбектің ойыны басқа, кім бар, Ақниет деген жігіттің ойыны басқа. Командалық ойын. Финалға шейін дұрысталатын шығар. Ал олар неше жыл болды ойнап жүргенде. Біз кезінде Нұрғасыр бар кезде ойнап жүрген балдар бір-бірімен. Досымжан, Қыдан. Сосын темп ойылда жоғары, байқайсыздар ма? Кілең жүгіретін игроктар боласын, темп жоғары оларда. Кімде желаниесі мықты, солар жеңеді деп тұрсың да. Солай болады. Менің ойымша жалпы Самбатс командасы енді кешегіде 1-8 финалда кіммен ойнады ғой? Ктомен. Алғашқы матчта жеңіске жетті, одан кейін қарымта ойнап, онда да жеңіске жетті. Жалпы ойын қатты жүріп тұрған сияқты меніңше. Одан кейін енді спортта көбінесе андай болады ғой, мықты командаға бар эмоциясын, ойын бәрін салып тастағаннан кейін, содан кейінгі ойында обычно жеңіліп қалады. Команда чемпионнан кейін жекелей видтерде де болсын, жалпы чемпиондықтан кейінгі матчта жеңіліп қалады, жалпы өте қатты ойыннан кейін. Бұл момент сол кеше Қазсапада болған сияқты. Ойындарын жүргізе алмай, ендігі Самбатсты тоқтату қиындау сияқты меніңше. Жалпы Самбатс енді құрамымен айтамыз ғой. Құрамымен чемпион сияқты. Сол құрамға қарап состав не решает жігіттер. ББ бар кеше. Енді ББ ағаларымыз ренжімесін, бірақ қатты составпен бардық. Онда айтамыз ғой енді. Состав не решает. Мен бүкіл Рахметтің балдарын Нұрғасырға алып, Бұрғылаудан ұтылған адам ретінде айтайын, состав ничего не решайды. Сол үшін желание кімде мықты, сол ұтады ал. Ана жақта енді Тамды мен үміт сәл-пәл фаворит деп енді. Үмітпен Самбатсты финалдан көріп отырмын. Бірақ чемпиондық осы Самбатста сияқты меніңше. Енді алдын ала өзім ойым ғой, жігіттер ренжімесін. Қай команданы да барлықтар немен келісіп отқан сияқтысыңдар ғой. Сол үшін біріншіден сұрап алады. Қалжың. Осылай, енді көреміз. Бомбардир жана кім ғой? Мұқағали. Сүрмерген, Мұқағали, Еркеғали ғой. Жете алмайды оған. Ара-ара кете берейік. Мұқағали 17 гол. Одан кейін 5-ші орында тұрған Тұрарбек Жәдігеров екен 7 гол. 10 гол салу қиындау болады. Жоғары лига. Келісіп есеп қалмаса 14-те 15 қылып. Келесі жоғарғы лиганың есігін ашайық жайлап. Состав не решает деген міне келе жатыр осы жерде. Астынан бастан келіп тұр жоғарғы лиганың. Астынан бастан тұр. Алғашқы ойын Искандер Хромтау және Қаш-Сервис. Бұл матч орталық ойындардың бірі десек те болады. Екеуі де мықты командалар. Жоғарғы лигадағы екеуі де фаворит болды турнирдің басында. Қаш-Сервис 5-3 есебімен жеңіске жетіп, жартылай финалға жолдама алды. Ейдастар Алтынбек Алдоңғаров пен Жасұлан Мырзағали екеуі қос голдан салған. Және Игорь Неверов автогол салып алған екен. 5-3 есебімен Қаш-Сервис жеңіске жетті. Қаш-Сервис, міне сол Қаш-Сервиске Самбатс қайталмаған нәрсені Қаш-Сервиске айта аламын мен же. Бұларда сыгранный состав более-менее бір-бірімен жақсы ойнап тұр. Қаш-Сервис жігіттері. Бұлар газонда Қаш-Сервис чемпион болды да? Иә. Жоғары лига чемпион болды ма? Жоғары лига чемпион болды да? Оның алдындағысында. Жазғыда. Жазғыда не деймін, газонда айтам. Иә. Чемпион болды. Одан кейін күзгіде Суперлигаға өтті ғой. 1-4-те жастардан ұтылып қалды пенальтимен. Жазғыда чемпион болды. Асарғопа бірінші лиганың чемпион болатын кезде чемпион болды. Жоғарғы лигада. Сонымен ештеңе айтпаймын. Мен деген жоғарғы лиганың ешқандай ойын қараған жоқпын шыны керек. Мен де қарамадым дәл осы ойында. Біз Қандашдың ойынымыз Келеңет Қандашдың ойын алдында ана Сұңқармен кім ойнады? Ынта. Сол ойын ойнады, 2-1 есебімен кім ұтып жаңа Ынта. Содан кейін өзіміз разминка істедік. Сол ойын тек көрдім, қалған жаңа 2 ойындарды мен көре алмадым. Жоқ, енді көрмесеңіз де жалпы енді былай қарайтын шығарсыз, қарсыластарыңыз кім болады, ойындардың нәтижесін. Қаш-Сервис өтіп тұр. Негізінде Қаш-Сервис деген жалпы фавориттердің бірі ол. Мен ол команданы финалда көріп тұрмын жалпы. Бұйырса финал шығатын команда деп ойлаймын. Стандартпен. Бұйырса, стандарт ойнайды ғой жартылай финалда. Стандартты турнирдің басында финалдан көріп қойған жігіттер бар, жалпы қазір оған да айтып кетеміз. Мен жалпы стандарттың ойын көрген жоқпын, ойыншыларды танымайды екенмін. Мен тек стандарттан тек тренерін танимын. Азамат Арстановты. Жарайды, келесі ойын СК Сұңқар, КТМ және Ынта. Бұл матчта 4-2 есебімен
жалпы көпшілік айтатын шығар, сенсация болды деп. Иә, келсем фаворит деген Сұңқар болды ғой енді. Бірінші орынмен шықты, Суперлиганың командасы. Онта командасы, Шуардың балдары, Темір ауданының командасы 4-2 есебімен жеңіске жетіп кетті. Бірінші голды 3-ші минутта Досымжан Қабдуахит салған, Сұңқаралға шыққан екен. Содан кейін Темірлан Орынбасар, Темпо, Сағадат Рахмет, Досжан Арыстанов 3 гол салып 3-1-ге жеткізіп қойған екен бірінші таймда. Азамат Қарабеков 2-3 қылып есепті қысқартқан екен, алайда Мағжан Арыстанов, Досжан Арыстановтың інісі қайтадан гол соғып 4-2 қылған. Мағжан үлкені ғой, Досжан кішкентай. Мағжан үлкені ме? Иә, Мағжан 2003, анау 2005 екен. Ағайынды екен, мен қарап отыр едім. Ағайынды екеуі бір үйдің балалары. Жалпы Онта командасы осылайша жартылай финалға жолдама алып кетті. Керемет ойын көрсетті. Керемет матч болды жалпы. Качелия болды. Темпо молодец. Ойлап едім, Сұңқар командасы жалпы турнирдің басында Суперлигаға қосылғысы келді. Енді бұрынғы Қоржын ғой, былтырғы. Атау команда өзгергеннен кейін енді ЛФ-ның ережесіне байланысты қосылмады да, қазіргі ережесіне байланысты. Сондықтан жоғарғы лигадан бастады. Финалға шығып, қайтып Суперлигаға баратын шығар деп едім, онымен сәттілік сеп болмады. Келесі матч. Горняк, Хромтау және Стандарт. Хромтау үшін осы ауыр апта болды деймін. Горнякта, Искандерде екеуі де жарыспен қош айтысқан екен. Бірақ 35+те Хромтау командасы жартылай финалға өткен екен. Көптен бері олардың өткен есімде жоқ. Б-лигаға бөлгеннен кейін барып, екінші тимдер ашылып жатқан сияқты. Стандарт 4-2 есебімен жеңіске жеткен. 4 голды 4 ойыншы салған екен. Рауль Ақмырзаев, Ернар Мырзалы, Әділбек Андеров және Иман Досалиев. Стандарт жаңа айтып кеткенімдей, қаламыздағы осы әуесқой футболдағы бейлі бапкерлердің бірі жаттықтырушы Қайрат Нұрмұханов. Жалпы ол да футбол жағын біледі ғой. Азамат Арыстан. Қайрат Нұрмұхановты айтам. Жалпы Қайрат Нұрмұханов туралы айтып біраз енді футбол жайынан хабардар аналитик ойыншылардың бірі ғой, бапкер ойыншы. Турнирдің басында бірінші турдан кейін айтқан. Екеуміз әңгімелескен кезде Стандарттың ойыны маған ұнап тұр. Осы команда чемпион болады көресің ертең деп маған айтқан сөйлеп. Сол кезде мен енді бір ойынмен өйдеп айту қиын шығар. Білмеймін, топтан шықса шығар, бірақ көпке бармайды деп сөйдеп айтқан. Алайда Стандарт топтың өзінде, топтық кезеңнің көрсетті ғой өзін. Уже минимальный задача орындап тұр олар. Олар бобын да тастады ғой, қателеспесем. Бобын оту деген қарап отырсаңыз. Арғызды да атты. Кім Хашерюс немесе Стандарт қайсысы? Біздікіне тоқталған жоқ қой жалпы, тоқталсын да. Тоқталамыз ғой. На полуфинал айтып кете берейік сразу, уақытты қызды просто. Так, полуфиналда өзім екі осы Қаш сервис бен Стандарттан мен финалға бұйырса Қаш сервис шығады деп ойлаймын. Мен просто символический Стандарт деп айта салайын даже. Қарама қарсы. Иә, қарама қарсы. Анда ешқандай несіз. Өзің кім деп ойлап ренжіп қалмасын, просто айтып отыр. Білмеймін, жақсы матч болады, жалпы екеуі. Группада Стандарт ұтты 1-0-мен. Негізі обычный группада ұтқан команда плей-оффта ұтылып қалады негізінде. Сондай бір болмайтын дұрыс емес бір заңдылық бар. Ондай да бар футболда. Стандарттың ойыны кәдімгі қойылған уже. Себебі бұлар 3 жыл ойына қателес. 2 жыл анық білем, Азамат Арыстанов бапкер болып келді. Рауль Ақмырзаев салып алды жақсы. Усиление. Сол негізі көп ойыншылар ауыспайды, тек бір ойыншы қосылғанша, қалған бәрі бұрынғы ойыншыларды 2-3 жылдан бері жатқан. Уже тренермен дайындалған уже бөлек қой. Иә, уже әбден қойылған сияқты ойындар. Көреміз. Қашеревский де Бровка Надик тұр, тоже жақсы подсказкалар беріп тұр тоже. Қашеревский енді осал команда емес, сондықтан дымды айта алмай отырмын. Осымен жоғарғы лига аяқталды, келесі Суперлигаға. Қандағаш бар ғой. Әзіл. Және ширек финалдың жоғарғы лигадағы соңғы ойыны Қандағаш ВЧД4 және Батыс батырлары. Нағыз финалға тұратындай ойын. Негізі бар ғой, осыны сіз айтпай ақ қойыңыз, мен айтайыншы. Осы ойынды мен бастап қарадым. Бекжан ағамыз гол салып кетті, бірінші голда. Айттым, болды, Қандағаш ұтып дедім. Негізі Қандағаш Асар Қопаны ұттыңыздар ғой сіздер. Сол кезде мен Грузияда жүрдім. Біздің группаға, қай группаға жаздым сразу, Бекштар ұтады, Қандағаш ұтады деп айтыншы. Состав жақсы болды, өйткені счетқа ойнайтын команда ғой. Бізде Абылоевпен баяғыда есіңізде, былтыр ұтылып қалдық қой Қандағаштан 1-0-мен. Иә. Сол кезде счетқа ойнайтын команда ғой. Қандағаш деген счет бірінші гол алға салса, Бекіш болса, Олжас болса,
Ченга болса Шыңғыс. кәрі қасқырлар бар. Олар уже где-то өтірік құлайды, уақытта доптағы лақтырып жібереді. Енді темпті сбивать етеді. Составтар мысалы ББ күшті ғой, бірақ Қандағаш мықты ойнады енді. Алдияр молодец, жақсы столб шығып келе жатқан сияқты. Алдияр жақсы ойнады, өте керемет столб ойнады. шығып жатқан сияқты болашақта Ақтөбеге. Алдиярдың ойындары тиктокта жүр. Күшті. Бекжан ағамыз енді. Ол жекесі ойнадыңыз ғой да? Ойнадым. Әдемі. Керек ойындарда ойнап тұр ғой сол бұл жігітте. Бабаға кішігірім құран оқып жүргізіп сияқты келіп. Дұға оқытып, қой сойып, құрбандық шалып. Бірінші таймда есеп ашылмаған ба не бұл ойында? Бірінші таймда есеп 0-0 болды, иә. 0-0 болған. Екінші таймда сол бірінші голды Бекжан сатты, содан кейін контратакада ойнадық қой. Ауыттан тиіп. Одан кейін екіншісін гол сатты, одан кейін Петером шықты, сосын біз Петером негізі жатып олар алдық. кішкене уақыт жетпей қалды да, негізі жақсы ойнап бастап жатыр еді Петером. Негізінде Петером қатты ойнайды, жақсы ойнайды негізінде. Бір-бірін жақсы табады Петером ойнаған кезде. Сыйғырыныс бар ғой ол командада. Қанат Ахметов 40-шы минутта салыпты ғой 3-2 қылып, екінші голға. Уақыт жетпей қалды баба. Өйткені сіздерде адам замен ауыспай, в основном 5-6 адам ойнап тұрған, тек 4-5 адам ғана ойнап тұр. Петеромға қарсы ойнай алатын сол 4-5 адам ғой. Солар ғана ойнап тұрды. Бекжан Дәулетов ағамыз дубль жасаған екен, жалпы өзінің Ақтөбе деп айтсақ тіпті аз болатын шығар. Осы Қазақстан футзалындағы мықты ойыншы екендігін жалпы жыл сайын дәлелдеп келе жатқан ағаларымыздың бірі. 1-4-тің үздік ойыншысы деп ойлаймын. Үздік ойыншысы, иә. Кеше 4 матчтың ішінде осы кісі деп ойлаймын. Керек кезде керек жерден табылып тұр ғой. Кеше Бекжан ағамызды да айтып жіберейік, құттықтап жіберейік. Кеше Қазақстанда плюс 35 черкада чемпион болды ол. Жібек жолы командасында ойнады. Чемпион болып отыр уже. Бірінші рет болып тұр, бірінші рет. Бірінші рет болып тұр ма? Плюс 35-те бірінші рет чемпион болды. Иә, сол команда ойнап чемпион болып тұр бірінші рет. Соны құттықтап жіберейік ағамызды. Машалла. Енді Қандағашпен ынта айтпай қойық. Мен айтпай қойын, өздерін айта беріңдер. Жоқ, мен Қандағаш деп ойлаймын, бірақ ынта темпо, Сағдат, Келес ренжімесін, енді опыт Қандағашта көбірек. Жалпы бірақ Бекжан ағамыз ойнамайды да айтпақшы. Бекжан ағамыз ойнамайды. Ойбай, онда қайтып алдым 50-50 деп айтайын ба. Фавориттігі бар шығар жалпы енді Қандағаштың, бірақ жартылай финал ғой не дегенмен. Желание деп. Ынта Қандағаштың ойын Нұрпейіс өзі айтып жүрсің, өзі Қандашқа қарсы ойнады ма? Ынта ауылдастарым ғой. Ауылдастарың кең. Ынта желание шешетін сияқты меніңше ол жеке. Кімде желание больше сол отатын сияқты. Иә, жалпы просто бұл жерде темный лошадка деген сөз бар ғой. Сол ынта солай болып қалмай мүмкін. Ол да мүмкін, иә. Көп кездеспеген десеңіздер да Қандағаш ынтамен. Ынта үнемі сол жоғары лигада, бірінші лига жоғары лигада кеткен команда ғой. Қандағаш көп кездесе қоймаған шығар. Сосын андай темный лошадка жаңағы қарап отырсаңыздар, группада стандарт командасын ешкім ұтпаған стандартты да осы ынта ұтып жіберді негізі. Тек жаңағы құрамы бойынша қателіктер болып, техникалық жеңіліс жазылды. Сосын сұңқарда группада бәрін темпо деп ынтада жаңағыдай темп жоғары ұстайды. Жас балдар арықша келген бәрі темп, қай ойын қарасаңыз да темп масқара, тез, былай да былай. Үнемі бір құрам. Футзалда сол жақсы ғой, темп жоғары болған жақсы ғой, саяси футболға қарағанда. Сондықтан көреміз енді доп дөңгелек, бірақ енді бұда Бамбадир біздің кімге атқан сияқты ғой да? Алдиярға атқан сияқты ғой, Алдиярға атыр, 8 голмен. Азамат Қарабек 6 голмен Азамат Қарабек сұңқар жарыстан шықты. Қанат Ахметов 5 голмен ол да жарыстан шықты. Искандер жоқ, Досжан Арстанов 4 гол. Тимур Төлеміс тұр екен. Біздің Қандағаштың 2 ойыншысы тұр. Алдияр Қаладау. Барлардан. Суперлигаға ауысамыз ба? Иә, Алдияр Қаладау. Ал Суперлига. Айбын Авиценна ма бірінші матч? Айбын Авиценна. Иә. Бұл матчта пенальти сериясы. Тіркелді, есеп 1-1 болды. Негізгі уақытта пенальтиде Авиценна 5-3 есебімен жеңіске жетті. Пенальтиді орындаған 5 ойыншысы да қатесіз мүлт кетпестен тепті. Ал Данияр Иманжанов. Жалпы пенальтиде андай бар, мен өзімнің тәжірибеммен айтайын. Ойында жалпы команданы сүйрейтін ойыншылар көбіне пенальтиден қателеседі. Менің өзім былай практикада көргендерім бойынша. Либо ойында гол салған ойыншы, отырмын. Неше пенальти салмадым. Сондай болады екен жалпы. Көбіне байқағаным менің. Данияр Иманжановта Айбынның негізгі ойыншыларының бірі. Көше гол салған екен, жалғыз гол салған. Жалғыз голда сол салған. Жалпы Айбынды сүйреп жүрген қазір 1-2 ойыншы болатын болса, соның біреу міндетті түрде. Жалпы Авиценнаның вратары жақсы ғой. Өте керемет тұрады. Мықты оның вратары. Бексұлтан Айтқали артта күшті. Защитада. Тоже Қоржында ойнаған бала ғой. Күшті.
Авиценна жалпы жаңағыдай ғой енді тренер көрген кезінде 2-0 ұтылып атты, 1-0 ұтылып атыр, не істемейді, жанбайды бір-бірімен ше. Металлургта енді 3-1 ұтылып атты да 4-3 ұтылып кетті. Жанбайды. тренермен дайындалған нелер ғой, команда Серік Омбаев кезінде дайындады ғой. Бір-бірімен сосын саған состав сыгырмен неше жыл бойы былай бір-бірімен. Осы составпен деген нелердің қызмет каптоты жалпы нелердің жаңа медиктердің арасынан ба неге барып жүрді ғой. Қазақстан чемпионы болды. Қазақстан чемпионы болды. Еуропада чемпион болды қателеспесем. Сыгырныс бар ғой Медицина команда. саласы бойынша. Авиценна. Айбынға енді сәттілік жетіспей қалған екен. Жақсы команда ғой Айбын. Бірақ мен ол осы ойында Айбын ұтады деп ойладым Мен де негізінде. солай ойладым негізінде. Айбын. Мен жаңа пенальтиден кім Авиценна ұтқан кезде шамалы таң қалдым шамалы. Бровка жетіспей қалды ма әлде Айбынға? Мүмкін. Ол ойынды Айтпақшы, мен кіммен сөйлестім? Тұрарбекпен бе, Рима Дәулетпен сөйлестім. Сонда айтады сол ағамыз жетіспей қалды. Сол кісінің айқайы, намен жасаған кездегі сол жетіспей қалды дейді. Келесі ойын. Келесі ойын. Өзің жүргізіңізші шешкен. Пранетпен достық. Пранет достық. 2-1 есебімен Пранет командасы. Күшті ойын болды. Күшті ойын болды, бірақ фаворит достық болды бірақ. Барлығы достық өтті деп ойлады. Составтары да мықты болды. Бүкіл Профтар болды жаңа. Бірақ трансфермен Пранетте составын күшейткен сияқты. Тек Байралиев пен кім? Байралиевтің өзі ана жерде қаншама Қақпашыны алды тек қана. Үздік ойыншы Байралиев қой осы ойында. Иә, үздік ойыншысы жаңа Салауат болды. Жоқ, 2 трансфер жасады. Екіншісі Бекзат Мұсабаев екінші гол салған. жоқ, ол емес қой. Екінші трансфер қазір айтамын. Ана жас бала ғой, Доста ойнаған. 3 трансфер жасады. 3 жасады ма? Ислам Маманғали. Сосын жаңа кімді алды? Бекзат Мұсабаев. Екінші гол. Бірінші келген ойын. Енді по составға қараған кезде достыққа жетпейді ғой. Түбінде, иә. Түбінде жетпей тұр. Именно футзалда мықты. Тимур Балтабай. Ана жылы чемпиондар ғой да? Иә. Ана жылы чемпиондар. Симба. Кім бар тағы да? Азамат Арыстанов бар, Баха Демешев бар, Бақытбек Демешев. Составтары қатты болды. Осы жалпы Суперлиганың фавориті сол болды, достық болды. Менің өзім ойымша. Мен ойладым, финал шейін барады, биыл чемпиондыққа да таласады деп ойладым. Офсайд сериалы күткен жоқ па осы ойында? Офсайд сериалы болған кезде енді Пранетта деген біріншіден кім жаңа Салауат Байралиев, екінші кім? Жоқ, жалпы екінші кім қатты ойнап тастаған кім ғой? Асланбек Хакимов қой. Каждый ойын сайын сурет сол. Неге офсайд сериал деп отырсыз? Қалжың қалдым. Әңгіме естіп едім ғой просто. Айтайық қалжың. Андай бар, осы ойында трибуна полный болды. Полный болды, иә. Бірақ мен орын болған жоқ қой. Осы енді ары қарай командаларға айтып кететін жас балдар келеді жаңа жерде жанкүйерлер болып отыр. Ана ойындағы ойыншылар, кез келген ойыншылар ол. Жауапкершілік түсіну керек. Ана жерде саған жас бала қарап отыр, балалар қарап отыр. Аузына әйел адамдар келіп отыр, жауапкершілік түсіну керек. Кейде барып жаңа намеренно сындырып атады, аяқтарына кіріп атады ше. Ойнай алмай қалсын деп жаңа ключевой урокта жоқ. Бұл жерде ризық несібесін Алла тағала осы футболмен беріп отыр ма? Сен ризық несібесінен айырып қоя ма деп қаншама бала адам қарап отыр, трансляциядан қарап отыр. Осыған кішкене мән беру керек сияқты. Өйткені ана бүгінгі жағдайды білесіздер ғой, жаңа Ресейде болып жатқан жағдай. Енді өскелең ұрпақ бізге қарап өседі, сол үшін қарап қою керек сияқты. Жауапкершілік түсіну керек. Әрбір адам бұл әуесқой футбол деп ойламау керек. Қаншама бала адам қарап отыр, қаншама адамдар қарап отыр. Жауапкершілікті қоғам алдында, өскелең ұрпақтың алдында жауапкершілікке кішкене мән беру керек сияқты. Өйткені сол ойында мен ол ойында төбелес болған жоқ ешқандай. Бірақ Пранеттің ойыншылар, жас балдары келіп отыр, шәкірттері келіп отыр. Соларға қарап солындай ой келді маған. Дұрыс. Кішкене жауапкершілікке қарау керек деп, жауапкершілікпен. Пранет желание деген енді мас қара болды олардың желаниясы, машалла. Достықты әлсіз деп айтпаймыз, достық главный фаворит болды мен үшін. Сол айтып тұрық қой. Осы турнирдің главный, тағы да 2 дүркін чемпион болатын шығар деп ойлап едім, бірақ Пранет насчет желания, сосын кім? Сәкен Байралиев, Салауат. Достықтың құрамын тіпті 2-ге бөліп, 2 топқа жіберсе 2 топтан да чемпион болып шығатындай құрам сияқты. Иә, мықты құрам негізі бірақ. Топ қой бірақ. Желание ғой енді. Жаңа айтқаным сияқты состав не решает болып тұр ғой, үшін тағы да. Сондай болып тұр ғой. Бірінші лигада болмайтын сияқты бірақ. Көреміз енді. Келесі ойын. Так, келесі ойын. Жаңағы Абойленд. Абойленд 4-1 есебімен жеңіске. Фаворит Абойленд болды ғой. Енді жалпы бұл жерде шамалы жаңа қоңыз командасына шамалы опыт жетіспеді бір жағынан. Абойленд командасы жаңа Айдос ағамызбен шығады ғой. Айдос ағамызбен шықса, олар обязательно пятером шығады да. Сол ойында жалпы жаңа қоңыз қорғана алмады да. Жаңа жалпы голдардың көбін пятером жіберді ғой. Жіберіп алды, иә. Бүкіл голдардың көпшілігін 80%-ын пятером жіберді. Жалпы ойын басында бірақ гол салмай жатып деген керісінше бірақ жаңа қоңызға шанс келді 2-3 рет. Сол Айдос ағамыз алып шықты ғой. Иә. Ана біздің басшылық деген группаға ма әлде
жаңағы группасына жазып едім осы ойында айдос ағамыз шешеді деп ше. Мм. Или ол жіберіп шешеді, антигерой болады, или герой болады деп едім. Иә, Герой иә. болды ғой. Естідім мен Кісі герой болды. бұл айтқаныңызды. Манағыдай ғой, жаңа қоныстан жалпы мен бұнау дәл сол ойында ойнаған көрсеткен ойындарынан артық күтіп қалдым жалпы. Себебі оның алдында манағы айтқанымдай, оның алдындағы ойында жанып тұрды көздері да. Ана ойында бүкіл эмоциялар нелері үнемі бір деңгейде ұстап тұру да қиын ғой. Проф ойыншыларға оның қасында уже көп несін беріп қойған сияқты, соның алдындағы ойынға эмоциясын шамалы шаршаңқы шықты ма, жеңіске жеткісі келіп барын салды. 2 апта демалды ғой. 2 апта демалды. Білмеймін енді, мен ойын 5:20-да тұрды ғой. 5:20-да болды. Мен үлгеремін деп ойладым, бірақ 6:30-да басталды ойын. Мен 7-те діни шарама кетуім керек болды да. Мен сосын мүлдем тұрмай ақ қояйын дедім бровкада, өйткені кетемін 5 минуттан кейін деп. Сөйтіп кетіп қалдым. Сосын енді 2 күннен кейін моншаға бардым, жаңағы осы жігіттен сұрап едім, не болды жігіттер, неге сырттарынан мен үйге барып записьте қарасам, вальяжно жүрсіңдер ойын. Сонда айтады жігіттер бәрі сол жанып кеткен сияқты ма, эмоция жетпей қалды дейді. Эмоция. Немесе бір жағынан андай да бол, енді жаңа оңтүстік командасының да демеушісі Айдос ағамыз. Айдос ағамыз. Мен ана жерде өйткені жастарға қарсы да солай айттым, жігіттер, жаңа оңтүстік жігіттер, енді жас балдар қызуғанды айттым да, жігіттер, жаңалықтардағы көп ойыншылар сендердің мешітке келіп жүрген жалпы Алмаз Ибрашевтар өзінің дубльден шыққан балдар, жаңа оңтүстіктегі ағалары администратор болған, үлкен ағалық ақылын айтқан. Осы жолда солай айттым да, жаңа оңтүстік абоненттің жаңа демеушілері, біздің де демеушілеріміз, Айдос ағамыздың көп көмегі тиді. Где-то артық сөйлеп қоймаңдар, эмоцияларын көрсетпеңдер деп, сол керісінше артық. Олай негізінде олай айтпаған дұрыс негізінде. Футболда деген тума туыс деген болмау керек. Спорт есть спорт уже деген. Футболдың сыртында неме айтып едім, бірақ сол футболдың ішіне де кіріп кеткен сияқты, сондай болды. Соны айтамын. Кейін ойлағаным солай ойладым мен. Жалпы сабақ болды енді. Иә. Жалпы бір команданың 2 демеушісі болса, 2 команданың 1 демеушісі болса, 2 лигаға кеткен дұрыс деп ойлаймын негізінде. Қалай біз білесіздер ғой, 1-те 4-те кездеспеу үшін қалай тырыссақ та бірге кездесіп қалдық, солай болып қалды. Сол үшін қандағашын жолын берсін онда. Жоғары лигаға түсіңдер өздері келеді. Мен жігіттерге солай айттым, дәл солай. Қандағаш сияқты бір неге түсіп, одан кеммейсіңдер. Иә, конечно. Керісінше опыт жинап, тәжірибе алып, қайттан келген дұрыс сияқты. Жастар. Бұл матчта Ақтан Шыңғысханов дубль жасаған екен. Трансфер, да? Асылхан Жүсіпов трансфер. Асылхан Жүсіпов есеп ашқан. Жалпы трансфер. Асылхан Жүсіпов, Асылхан деп неге? Трансферлері ойнап тұр Абойлендтің. Жақсы трансферлер болған сияқты. Көреміз енді жартылай финалда да көмектесе ме екен осы трансферлер. Келесі матч Жастар Металлург. Орталық ойындарының бірі. Бұл матчта Металлург үшін алғашқы таймы жақсы басталды. Саят Болатбай есеп ашты. Одан кейін екінші тайм ойын 180 градусқа ма, 160 градусқа ма өзгерді. Жастардың жастары 3 минутта школ. 3 минутта школ салды. Алязиз Камалов, Алихан Хасен дубль. Осылайша 4-те 2 есеп. Айдын Төрөміров салған екен соған гол. Металлург ұтып кете ме деп ойлап қалып едім бірінші тайм аяқталғаннан кейін. Жоқ, мен ана кімді, Алеко мен Алиханды көрдім де. Сол негізінде осы ойынды қарадым, менде Металлург деген бірінші гол салды да, жатып алды. Біз жігіттер болып қарап отырдық сол кезде деген. Екінші тайм басталды. Өзі мықты жатып алды. Өзінің несіне воротасының қасына тұрып алып ойнады ғой негізінде. Ондай егер олай ойнасаң, обязательно гол кіреді ғой. Слишком жатып алды. Уже бір голға жіберіп қойды, одан кейін 2-1 жастар алға шықты. 3-1 кеткен кезде, 3-ші гол жібергеннен кейін атака шықты олар. Прессинг жасап. Сол кезде екінші голын салып үлгерді. 3-ші гол салып теңестіруге уақыт жетпей қалды оларға. Ең соңында салып кетті ғой. Қазбек Назарбаев күшті салған екен екінші гол. Жақсы гол салды, иә. Уже соңғы секундта ма, кім уже Айдын соңғысын голын салды, содан кейін уақыт бітті ғой. Металлургке обал болып қалған екен. Металлургтың өзі деген бірден жаңа бірінші таймда қалай ойнады, сол екінші таймда олай ойнамады. Гол салғаннан кейін нені стасы келді ма, жалпы шот стасы келді ма, сол болмай қалды енді. Металлург осы Суперлигада ең жол болмай жүрген команда болып тұр. Азеке бір Құран оқытасыңдар ма, естай. Енді олардың да жалпы сыйғырыңыз бар команда ғой, бірге ойнап жүрген жігіттер. Или мен өзім көп күтіп аламын ба Металлургтен. Енді шабатын қай жерден шаба алатындарын білеміз ғой, примерно жақсы ғой. Жақсы, Металлург жақсы команда. Полуфиналға дейін баратын команда ғой. Қашан чемпион болады Металлург?
біздің Оразайт та чемпион болды. жарыста. Ана Пранетте отқан 2021-де ма, 20-да ма Газонда чемпион болды. Ең соңғы. Залда жоғары лигада Ургеншбаев ойнап жүрді, сол кезде чемпион болды олар. Жоғары лига ғой бірақ. Жоғары лигада қателеспесем. Суперлига емес қой. Ол кезде металлург болып шықты ма? Металлург болып шығып жүрді ол кезде де. Анандай екінші бір названиесі бар еді олардың. Казхром ба? Казхром ба, сондай болып шығатын еді ғой. қай жылы ол? Жоғары лига. Ургеншбаев өзі енді өзі рахмет өзі жоғары лига болған сияқты. Олар всегда жоғары лигада ойнап жүрді сол кезде. Қоныста ма? Жоқ, мына Алиханда да болған кезде Ургеншбаев ойнап жүрді сол кезде. Сол кезде чемпион болып жүрді олар. Ұмытып қалдым бірақ қай жыл екен. Әлде қателесіп тұрмын ба? 3-ші орын алған сияқты. Нұрғасыр да 3-ші орынға таласты. Сол Ургеншбаев сол кезде ойнады. Жартылай финал Суперлиганың. Айтып жіберейік. Жартылай финалда Авиценна, Пранет және жастар Абойленд кездесулері орын алады. Негізгі орталық ойын жастар мен Абойлендтің ойыны шығар. Классика қазіргі Ақтөбенің. Себебі екеуі соңғы жарыста, соңғы Суперлигада Газонда финалда ойнады. Ол жолы жастар командасы чемпион болды. Футзалда қалай болатынын көреміз. Бірақ Абойлендтің құрамында қазір реформация жүріп жатыр, өзгеріп жатыр, реконструкция дейміз бе, қалай айтсақ та жарасатын сияқты. Жалпы жастар келіп ойын енді шығарып үлгерді ме, үлгерген жоқ па, финалда көреміз. Бірақ жақсы ойындар көрсетіп жатыр ғой осыған дейін де. Жалпы Қайрат жақсы дайындап жүр жас балдарды. Ақтан күшті. Не айтасыз бұл ойынға қатысты? Жастар Абойленд. Енді жастар мен Абойлендте финалға жастар шығады деп ойлаймын. Енді осы күнге дейін Абойлендпен кездесіп жүрген команданың көбісі жаңағы Қорамалмен еді ғой, Петербург. Жастар жалпы опытный команда ғой. Жаңағы кімнің Серік Умбаевтың екі несі бар, жаңағы оқушысы бар, екі бала. Өздерінің балдары бар, жаңағы характерный командалардың бірі ғой енді жастар. Жастар ұтады деп ойлаймын жалпы. Жастармен финалда Пранет кездесетін сияқты меніңше. Жастармен биыл ойнаған адам ретінде Абойленд ұтады деп ойлаймын мен, керісінше. Жастарлық жігіттер бауырлар ренжімесін. Өзімнің ойым. Өйткені жастар командасының тек қана өзімнің ойымды айтайын. Екі типтағы ойыншылар бар жастарда. Ойлайтын, большой сияқты ойлайтын жігіттер бар, біріншісі. Екінші чисто футзал ойнайтын ойыншылар бар. Жаңа Алихан, Алёка, Азат, Айдын деген сияқты. Екеуі бірақ дисбаланс болса, онда жастар ұтуы мүмкін. Бірақ меніңше дисбаланс болмай қалса, онда Абойлендке шанс көбірек болады. Сосын жаңағыдай ғой енді Айдос ағамыз ойнаған ойында мен Айдос ағамыз үшін кіммен ойнаса да Айдос ағамыз үшін не қылып қоямын. Елден Айдос ағамыз ойнайды ғой. Фаворит болады. Айдос ағаңыз кумиріңіз сияқты ғой шамасы. Енді воротадағы номер 1. Жалпы Ақтөбе облысында, осы біздің облыста бірінші мастер спорта сол кісі ғой. Футболдан. Футзалдан. Машалла. Айдос ағамыз. Енді бұл жерде одан кейін жаңа Ержан Жаманқұлов ағамыз. Екеуі мастер спорта ең бірінші. Жастарда ойнады, неше жыл жастарға неше чемпионство әкелді Айдос ағамыз. Осы жолда Айдос ағамыз шешетін сияқты сол. Воротчик Айдос ағамыз. Осы қай бір жылы есімде, осы бір-екі жылдықта 40+те бір командамен чемпион болды футзалда. Дәл сол чемпионатта 35+те бір командамен чемпион болды. Жастармен де чемпион болды. Былтыр ғой? Былтыр. Ол кезде бірақ жастармен кубокты алды. Кубокты ма? Иә, кубокты алды. Былтыр ғой, былтыр, иә. Болған өттіңіздер финалда. Ақтемір мен Батыс батырлар ойнады. Одан кейін ол жастармен алды, содан кейін 40-те ол Тұранмен ба, Тұранмен ба бірмен алды. Жастармен бірақ кубокты алды ол кезде, чемпионатта емес. Чемпионатта достық алды ол жылы. Трейбл деп айта берейікші, әдемі естіледі. Енді сол ол жақта да енді үлкен жауап болмайды ғой. Даже екі команда бірінші қателік жасауға қорқып, закрытый футбол ойнап, пенальти сериясына да баруы мүмкін. Өйткені полуфинал деген андай ең жаңа не ғой? Қалай айтсам болады? Закрытый ойнайды көбінесе полуфиналда қателескісі келмейді командалар. Ол да мүмкін. Пранет пен Авиценна кім деп ойлайсыз? Пранет. Насчет Байралиев. Байралиев осы ойында бола ма? Келетін сияқты. Ертең 21 мен 22 олар бәрі неде кетеді ғой, бірінші лигаға кетеді, болмайды олар. Бірінші лигада жоқ қой. Бірінші лигада жоқ па, Елордада жоқ қой. Кеше сборлардың ешқайсысына келген жоқ. Қақпашы ма? Иә, жоқ. Қақпашы Салауат өзі маған бармын деді. Да, қай жақтан? Бірақ Елордада бармын, бірақ та неге сборға келмеймін, бірден жарысқа барамын, солай келіскен. Қақпашы жарты команда дейтін болсақ, Байралиев жарты емес, одан да көптеу команда сияқты жалпы. Кеше көрдіңіздер ме, қандай моменттерді алып шығады, жаңа Петером моменттерді алып шығады, басқа қақпашылар алып шыға алмайтын жерден алып шығып жатыр ол кісі. Жалпы Айбын мен Авиценна
Авиценна мен Пранет. Авиценна темная лошадка дейсің ғой. Менің кімнің құрдасым бар. Жасылам құрдасым. Ренжімесін. Пранет деп ойлайсыз ба сіз? Кеше өзіне де айттым жалпы. Фаворит меніңше Пранетпен, сол финалда Пранетпен жастар шығады деп ойлаймын өзім. Авиценна құрметіміз ерекше енді, бірақ тек қана сол Салауат Байралиев бар, Кәкемов бар, Асланбек. Жарайды, ендеше кім жеңсе де мықты жеңсін. Чемпион болып кетуі де мүмкін ғой. Былтыр ма алдыңғы жылы Пранет кім ойлады чемпион болады деп. Қазақ түркменмен шыққан кезде. Сіз ойлады ғой да, ешкім ойлаған жоқ қой. КТМ-ді ұтады деп. КТМ-ді Бекіш, сіз Кан Ахметов, Ансар, Чинга бар. Варатада Айдос ағамыз тұр. Айдос ағамыз тұр. Алдыңғы жылы ғой. Алдыңғы жылы. Кім ойлады сол кезде? Былтыр бірақ ұшып кетті, соңғы орын болып топтан. Сұрмергендерге бір тоқталайық. Суперлиганың сұрмергендерін көшін АК бастап тұр екен. Ақниетхан Гирей 8 голмен. Бұл өзі осы чемпионаттың жартысына ғана қатысты деймін бе? Жоқ, 2 ойынға ма? 2 ойынға қатысты ма? 3 ойында 8 гол салған. Екінші орында Саят Болатбай 6 голмен тұр, бірақ жарыста жоқ. Үшінші орында Мұстафа Аймахан тұр екен 4 голмен. Мұстафада ғана мүмкіндік бар. Бірақ енді полуфинал, финалдарда қиын болады шығар. Полуфиналға Ақниетте үлгереді келіп. Жастарға ойнайтын шығар. Осылайша, жалпы енді барлық ойындарды манадан айтып жатырмыз. Болжамдар тағы басқа, бұлардың барлығына жауапты осы сенбі күні Алихан спорт кешеніне келіп, өздеріңіз көздеріңізбен көріп, аласыздар, осы сұрақтарға жауапты. Егер де өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, бізбен келіспейтін тұстарыңыз болса, немесе құптайтын тұстарыңыз болса, пікір ретінде осы жарияланымның астына жазып кетіңіздер. Біздер лайк басып қоямыз соған. Жаңа нені айтып жүреміз ба? Ақтөбе 35. Айтпақшы, Қазақстан Республикасының чемпионаты болған болатын, футзалдан күні кеше ғана Ақтөбенің намысын қорғап 3 команда аттанған болатын. 35 жастан жоғарылар және 40 жастан жоғарылардың арасында болды. 35 плюске Ақтөбе 40 Ақтөбенің құрамасы бар және Батыс батырлары деген 2 команда бар. Ақтөбе 35 пен. Ал 40 жастан жоғарыларға Ақтөбе 40 деген команда бар. Өкінішке қарай енді жалпы 3 команданың үшеуі де топтық кезеңнен шыққанмен, бірде 8 финалда, бірде 4 финалда 3 командада сәттілік жетіспей, жарыспен ерте қоштасқан болатын. Пенальти сериясында да, солай ғой. Бүгінгі қонағымыз Олжас Саттаров мырза, Ақтөбе 40 командасының сапында. Ақтөбе 40 емес, Ақтөбенің сборной. Кешірім сұраймын. Ақтөбе 35 құрамында Ақтөбе намыс қорғап қайтты. Қалай жалпы? Жалпы Черканы көрдік, өз-өзімізбен ойнадық. Жалпы біздер Ақтөбенің 35-і жалпы жастар мен абоненттің командасы қосылып бардық қой. Ол ойында жалпы топтан шықтық, 4-ші орынмен шықтық топтан. Лучший 4-ші орын шығады ғой, бір команда. Сіздер шықтыңыздар. Иә, сол біздер 4-ші орынмен шығып, А группасының 1-ші орынмен шыққан командасымен кездестік. Қалқан дейтін. Плей-оффта 1-8-де. Күшті ойнадыңыздар. Жалпы бұл жерде бізге жаңа скамейка дейді ғой. Замен жетіспей алды да. Есеп 4-4 болды. Пенальти есебінен біз ұтылып қалдық. Кім салмай қалды? Жалпы 4 ойыншы да салды, тек мен салмай қалдым. Жалпы қалған командасы келесі турға 1-4 финалға өтіп кетті олар. Жалпы біздің де задача сол топтан шығып, жалпы ары қарай өзімізді күшімізді көрейік дегеніміз ғой. 7 адаммен бардық. Қалқанға қарсы 6 адаммен ойнадыңыздар да? 5 адам ба? Жоқ, 8 адам болды, біреу травмалық қалды, сол 7 адам болып ойнадық қой. Қалқанға қарсы 7 адам. Екізамен көп шығарған жоқсыздар ғой онда. Иә, ол баланы 6 адамнан көрдім мен. Иә, ол Павлодардың бір жігітін қосып алдық, сонда жүргеннен кейін. Бездамен ойнадыңыздар. Бездамен ойнадық. Күшіміз жеткені сол 1-8 болды негізінде біздер. Қалқанға қарсы. Иә. Жалпы. Бабадан 1 адам алу керек. Жалпы Батыс батырлары осы турнирде негізінде чемпионға лайық команда болды ғой. Жібек жолы дейтін жаңа айттық қой, Бекжан ағамызды құттықтап, сол команданы бір топта болып 5-3 есебімен жеңді Батыс батырлары. Жалпы көп команда Батыс батырлардан қашты. Фаворит солар болды. Негізінде Сәттібаев та болған. 1-8-де Казар Навигация деген командамен ойнап, ол командалар пенальти есебінен есе жүріп қойды. Негізінде Бекеев салған гол сияқты ғой, ішіне кіріп шыққан сияқты ғой. Енді әркім екі түрлі нене болдық, мінене болдық, біреу кірді деді, біреу кірген жоқ деген сияқты. Оны енді жанынан түсіп тұрған камера болмады да. Иә, сол түсіретін камера болғанда. Сол қателік та. Енді үлкен ондай Қазақстанның чемпионатын ұйымдастырғаннан кейін жанына камера болу керек деп ойлаймын өз басым.
Ол алдынан көрсетіп тұрған камераны ол ешқашан көре алмайды, оны гол кірген кірмегенін. Асар опада кім Нұрпейіс бауырымыз ұйымдастырды ғой. Жанына камера қойды ғой. Воротаның жанынан Асар қапта. Сондай камера қойған кезде өзі көрінетін еді да. Ал мына жерден көре алмайсың оны. Ол еще Астананың командасы қарады да гол емес деп айта салды болды. Бірақ негізінде білмейді, гол кірді ма кірмеді ма, ол көрінбейді. Мен анандай неге медленныйға қойып қарадым, сол кіріп шыққан сияқты. Кірген сияқты болды. Негізінде ол командада Казарновец команда андай команда ғой. Уақыт созым өтті ғой. Уақыт тоқтатпайды, грязный уақыт енді. Судьямен ұрсады, еуруктар қалып қалды. Біз мына жерде болельщик болып тұрдық қой, айқайлап тұрдық. 5-6 минутта сол уақытпен өтті ғой. Сөйтіп олардың несі задачасы сол пенальтиға шейін жеткізіп, сол пенальтимен ұтып алды да Казарновец. Сол өзінің несіне жетті солар. Баба негізі пландарына ше. Альюрмен финалға кездеседі деп ойлап едім бабаны. Жалпы ББ осы чемпионға лайық командалар болды. Осы жол болмаса келесі жарыста чемпион болады онда. Алла қаласа. Иә, чемпион болсын. Ақтөбенің командасында чемпион болса қуанамыз ғой, әрқайсымызда, қай-қайсымызда. Просто мен ғана ойлаймын да енді біз енді Ақтөбенің қай командасы барғанда да жақсы ойнағанын қалайсың ғой, қайсысы болса да. Бабада мысалға мен фотодан 15 адам санадым или 14 адам санадым ба, формамен тұрған. 14 адам мысалға 3-4 ойыншысы ойнамай келді примерно. Солар жаңа Ақтөбеге барып ойнағанда екі команда да жақсы нәтиже көрсететін бе деп ойлап қалдым да солай. Білмеймін, барып замен деп отырғанның қандай ләззат, қандай кайф. Мұнда бір кайф болып тұрған. Или жаңа составпен чемпион болып кетеміз деп ойлаған шығармын. Мысалы ана кімдер бар ғой, жаңа Вальехо, кімдер бар, Лукас Васкес Реалмен 5 рет лига чемпион болып тастаған да. Ситидің 3-ші воротчигі мысалға ше. Нағыз қазір подкасттан кейін шай ішіп отырып талқылайтын әңгімелер екен. Иә, бабалы жігіттер, ағаларымыз ренжіп қалмасын. Жай ғана өзімнің ойымды айтып жатырмын. Жаңа жастар командасы бар, тағы қандай. Кейде маған солай подкасттан кейін хабарласады, жігіттер, біз еш қайсыңыздың жеке адамгершілік жақтарыңызды айтып жатқан жоқпыз. Біз тек қана футбол ғана жағын айтып жатырмыз. Сол үшін ренжіп қалмаңыздар. Қалай осы қызық қой енді, осылай айтқан қызық. Біздің ойымыз орынға қалып жатса, ол да қызық. Жарайды, ендеше біздің уақытымызда біраз жерге таяп қалған сияқты, белге келіп жатыр. Ендеше құрметті жанкүйерлер, қарап отырған көрермендеріміз, осы аптада баршаңызды Әлихан спорт кешеніне шақырамыз. Таңертеңнен кешке шейін Әлихан спорт кешенінде сенбі күні жартылай финалдық ойындар, жексенбі күні финалдық ойындар мен 3-ші орынға таласатын ойындар болады және марапаттау рәсімі өтеді. Осылайша осы жексенбі күні 21 желтоқсанда біздің күз-қыс футзал 2025 чемпионатымыз аяқталады және сәл ғана үзілістен кейін қаңтар айында 2026 футзал басталады. Соған дейін үзіліс болады. Ендеше бүгінгі жарияланым өзінің соңына келіп қалды. Аяқтамас бұрын біздің әуесқой футбол лигасына демеушілік танытып жүрген белді негізгі бас серіктестеріміз туралы бір ауыз айтып өтейік. Бас серіктесіміз Абойленд компаниясы. Үйіңізге керемет түсқағаздар қажет болса, Авиагородок 47 мекенжайына барып, Абойленд дүкенінен қалаған түсқағаздарыңызды таба аласыздар. Қазір керемет жеңілдіктер болып жатыр тәуелсіздік күніне қарсы. Және де тағы бір бас серіктесіміз Окерей компаниясы. Окерей ағылшын тілі мектебі. Егерде басқа елге саяхаттағыңыз келсе, ағылшын тілін меңгергіңіз келсе, осы Окерей мектебіне барыңыз, тез арада үйретіп береді. Және де Лит Энерджи Ақтөбе атты демеушіміз бар. Оған да үлкен алғыс айтамыз. Ендеше біздің жарияланымыз осымен тәмам. Бүгінгі шығарылымға келген Олжас мырзаға үлкен рахмет айтамыз. Көп рахмет. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Келіп тұрмын, шақырсаңдар. Жақсы, сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті ақтөбеліктер, футбол сүйер қауым, қайырлы кеш. Сіздермен бірге қайтадан қауышып жатқан Ақтөбе әуесқой футбол лигасы подкаст. Осы Ақтөбе әуесқой футбол лигасының жанынан жүргізіп жатырған подкастта өткен турларға шолу және алдыңғы болатын ойындарға ЛФ-тің болжам деп айтсақ та болады. Және де бүгінгі подкасттың қонақтарымен таныстырып өтейін. Мизамов Ержан мырза, Ереке біздің подкастымыздың тұрақты өкілі, Ақтөбе әуесқой футбол лигасының ұйымдастырушыларының бірі, кеңесшісі. Қош келдіңіз, Ереке. Және де бүгінгі подкастта, жалпы біздің подкастта алғаш рет қонағымыз Олжас Саттаров мырза. Олжас Саттаров Ақтөбе әуесқой футбол лигасының белді ойыншыларының бірі, және де төрешілік қызметте де қазір қатар алып жүрген өкіліміз. Қош келдіңіз подкастымызға. Қош көрдік. Рахмет шақырып жатқандарыңызға. Келісім беріп келгеніңіз үшін. Және де
ең алдымен алғашқы сөзді қонағымызға берейік, қонақжайлық танытайық. Жалпы Олжас мырза, өзіңіз жайында, өзіңіз қандай командада ойнап жүрсіз, командаңыз қазір қай деңгейде, қай лигада келе жатыр деген сияқты. Жалпы әуесқой футбол лигасы бойынша жалпылама айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым. Жалпы өзім есімім Саттаров Олжас. Жалпы мен ВЧД Қандаш командасында ойнаймын. Жалпы біздер жоғары лигада ойнаймыз. Жоғарғы лигада жартылай финалға жетіп тұрмыз. Бұйырса ынтай командасымен ойнаймыз, Алла қаласа. Командамыз жалпы задача дейді ғой. Задача осы лигада чемпионство ғой. Тапсырма чемпион. Тапсырма чемпионство. Бұйырса чемпион боламыз деп ойлап жатырмыз енді. Турнирдің басынан сондай тапсырма. Турнирдің басынан. Жалпы біз деген Қандаш командасы, жалпы Суперлигада ойнатқан командамыз ғой. Ана жылда Суперлигада қалдық біз өйткені. Биыл жалпы командамыздың составына байланысты шамалы өзіміздің өз еркімізбен жоғары лигаға түстік. Шыны керек. Жаңа Бекжан Дәулетов бар, жаңа ол да аясынан қосылды. Осы трансфер кезінде негізінде ол Жетісуда ойнап жатты ғой. Одан кейін Саттаров Шыңғыс, өзіміздің беделді ойыншыларымыз, ол батыс батырларында ойнайтын болғандықтан өзіміздің күшімізге қарап Суперлигадан бас тартып жоғары лигаға келдік та. Сосын осы жоғары лигада чемпион боламыз деген задача қойдық өзімізге жалпы. Аязби әліңді біл деген сол. Суперлигадан өзіміз бас тарттық өз еркімізбен. Егер де чемпион болсаңыздар немесе финалға шықсаңыздар, Суперлигаға шығу керек болады қаңтарда басталатын чемпионатқа. Ол кезде бұйырса составды түгелдейін деп тұрмыз ғой. Өзімізде інілеріміз бар еді, тағы 2 жас балдар. Басқа командаларда ойнап жүр қазір. Үмітте жүр ғой. Біреуі деген Азим дейтін металлургтар жүр. Екінші Мирас дейтін бар ғой, тағы U19-да ойнап жүр. Сол барлығын қосуымыз керек болып жүр енді. Барлығын басын қосып, бұйырса жеңіп жатсақ, Суперлигаға қатысамыз, Алла қаласа. Амин. Үмітте ойнап жүрген кім? Рүстем Асылхан. Рүстем деген ініміз бар екен ғой. Жақсы, сәттілік ойындарыңызға. Ойындарыңызды бақылап келеміз. Қандыағаштың жалпы керемет ойын өрнегін көрсетіп жатқан жоғары лиганың фавориттерінің бірі деп ауыз толтырып айтуға болатын команда. Ендеше көп ұзамай екінші лигадан бастап өткен турға 1-4 финал ойындар болған болатын, ширек финалдар. Шолу жасап өтейік қысқаша. 1-4 финалда 4 ойын болды. Алғашқы ойын Тұран және Сарат арасындағы ойын. Екеуі де жақсы команда. Тұран әсіресе соңғы чемпионаттарда өздері арнайы бапкер алып, демеушілерін жағдайын жақсартып, жалпы ойыншылардың санын көбейтіп, тыңғылықты дайындықпен қатысып жүр. Тіпті соңғы күзгі чемпионатта финалда жеңілді, финалға шығып екінші орын алды. Мынада да біразға дейін келді, бірақ ширек финалда сүрінді. Сарат командасы 4-3 есебімен жеңіп кеткен екен. Жалпы Береке бақылап жүрсіз ба екінші лиганың ойындарын? Айтарыңыз бола ма? Қарамадым осы аптада ойындарда. Бұл ойында Ержан Қожантайұлы есімді Сарат командасының ойыншысы жалғыз өзі хет-трик жасаған екен. Жалпы ойынның нәтижесін жалғыз өзі шешкен сияқты. Сарат командасы жартылай финалға өтті осылайша. Келесі екінші матч лидер мен Ащысай. Бұл жақта лидер командасы жақсы командалардың, жаңадан құрылған командалардың бірі. Ақтөбенің жалпы 41 деген шағын аймағы бар. Мөлтек аудан десек те болады шығар. Сол 41-дің жігіттері, футболшылары бірігіп құрған команда лидер деп. Жалпы бұрында да болды осы команда, қайтадан жаңғыртып, таза өзінің балдар болып жарысқа шығып жандандырып жатыр. Жанкүйерлері көп командада. Лидер негізінде жалпы сөзімді бұзып жіберейін. Лидер деген команда негізі біз ойнадық. Лидерде мен, Нурик Саришанов деген, Ерлан дейтін бар металлургта. Сол барлығымыз екінші лигада қатысып, бұрын қоныста болатын болды ғой. Сол кезде қатысып чемпион болдық екінші лигада. Одан кейін бірінші лигаға қатысып, ода да екінші орын алдық. Бұрыннан бар команда еді, содан кейін спонсор жағынан спонсор болмай қалып, содан кейін ол команда сіліп кеткен, жойылып кеткен еді. Осыдан енді 41 балдар тағы шыққан ке, сол лидер команданың атымен. Сол лидер командасында ойнап жүрген балдардың барлығы сол бірге ойнадық сол кезде. Көбісінде ішінде. 5-3 есебімен Ащысайды жеңіпті. Ащысай командасы жалпы көпшілігі фаворит деп айтқан болатын плей-оффта. Фавориттердің бірі деп үздік үштіктен көрген. Себебі бірқатар трансферлер жасады, трансферлік терезенің кезінде. Бірақ дегенмен де лидер командасы басын түсіп тұр. Бұл кезде енді жанкүйерлері өте көп командалардың бірі. Сол характермен ойын көрсеткен болу керек. Азамат Саматович дубль жасапты лидер сапында.
Маңғыстауов Әділбек бар екен Planet. Әділбек Маңғыстауовты алды айтпақшы лидер трансфермен. Келесі жұп Спорт Ақтөбе Нова. Бұл жақта есеп 2-2 тең есеп тіркеліп, ойынның жеңімпазын келесі кезеңге өтетін команданы пенальти сериясымен анықтады. Пенальти сериясында сәттілік Спорт Ақтөбенің жағында болды. Жалпы бұл матчта да көпшілігі Спорт Ақтөбені фаворит санаған болатын, себебі Спорт Ақтөбе Ырғыздың бұрынғы Ырғыз жас командасы, аттарын Спорт Ақтөбеде өзгертіп Демеушін атымен қатысып жатыр. Және трансферлік терезенің кезінде Ырғыз жастар білесіздер, жоғарғы лигадан топтық кезеңнен шықпаған болатын. Және сол жоғарғы лигада топтық кезеңде Ырғыз жастарында ойнаған 4 ойыншыны Спорт Ақтөбе сапына трансфермен ауыстырған болатын. Сол себепті айқын фаворит деген, бірақ Нова командасы көріп отырсыздар, тіпті жеңіп кете жаздаған, жартылай финалға өтіп кете жаздаған, 35-ші минутта 2-1 есебімен алға шыққан, 39-ші минутта матчтың аяқталуына 1 минут қалған кезде Қанағат Жанұзақ Спорт Ақтөбе сапында Ырғыз жастан барған Қанағат есепті теңестіріп пенальти сериясына апарған екен. Ал пенальтиде Нова командасына сәттілік жетіспеген. Осылайша Спорт Ақтөбе жартылай финалда. Және келесі соңғы жұп екінші лигадағы ширек финалдағы Құмтоғай Аконко командалары. Құмтоғай Ырғыздың ауылының командасы, Құмтоғай атымен, және Аконко командасы. Бұл жақта енді ойсырайы жеңілді. Аконко Құмтоғай 9-2 есебімен жеңіске жетіп, жартылай финалға жолдама алды. Жалпы Құмтоғайды топтық кезең аяқталғаннан кейін барлығы трансферден кейін күшейді ма? Айқын фаворит. Оған дейін мықты болды негізі. Оған дейін Ернар болды, алтын картамен ойнап жүрді. Ернар Ырғыз жастағы Ернар алтын картамен ойнап жүрді. Одан кейін Шаңырақтан 2 ойыншы барды. Еркін Жұмаханов пен Ерлан Досмұхамбетов. Тағы бір қатар ойыншылар барды. Сөйтіп составты күшейтіп алды. Екінші лига, общий лига болып тұр ғой қазір. Бүкілі бар, ұшып кеткен командалардың бәрі сол жаққа барды екінші лигаға. Негізінде ренжіп жатқан командалар да бар. Біз төрешілік деп жүрміз ғой. Біз деген екінші лига емес, кәдімгі жоғары лига, премьер лига болып кетті деген сияқты. Негізінде келесі қыстағы кезеңде жалпы не істеу керек сияқты, өзгерістер жасау керек сияқты. Бұл мәселе айтылды бізде. Қаралса, сол бірінші, екінші лига командалар бірлерімен ойнап трансферді ауысса, енді өз арасында. Жоғары лига мен премьер лиганың командалары бірлеріне трансфер жасалса, өзде не болатын еді жаңағыдай. Теңдік болатын еді. А то екінші лигада кеше ойнаған командалар айтты да, ұтылып қалса да біз өз командамызбен ойнадық, ешқандай трансфер алған жоқпыз депті. Бізде ондай спонсорлар да жоқ деген сияқты реніштерін білдірген командалар бар да. Полуфинал айтып жібереміз сразу. Жартылай финалда жұптар Саратпен лидер ойнайды, және Құмтоғаймен Спорт Ақтөбе ойнайды. Спорт Ақтөбе Ырғыз жас, яғни Ырғыздың екі командасы Ырғыздың дербиі болады. Екінші лигада Құмтоғай Спорт Ақтөбе, және Сарат лидер. Қалай ойлайсыздар? Қонағымыз. Мен енді лидер мен Саратта фаворит лидер көріп тұрмын. Лидердің жігіттері. Өзіміз ойнаған жігіттер ішінде жалпы осы екінші лигада өзімнің нем фаворитім сол лидер командасы деп ойлаймын. Жалпы екінші лигада фаворит деп па? Жақсы. Ар жағында? Ар жағында Құмтоғай мен Спорт Ақтөбе. Құмтоғай мен Спорт Ақтөбеде жаңағы Құмтоғай жеңіске жетеді деп ойлаймын, өзімнің ойым. Құмтоғай мен лидерді финалда көріп тұрсыз. Финалда бұйырса көріп тұрсыз. Финалда қалай болады деп отырсыз? Лидер деп отырсыз ғой. Финалда жалпы лидерге болсам, бірақ та өзде финалда басқаша болады өзде. Жақсы. Ереке сізде бар ма? Сарат пен лидер меніңше пенальтиға дейін баратын сияқты. Құмтоғай мен Спорт Ақтөбеде Құмтоғай чемпион көріп тұр мен енді. Нәтиже алмадан ғой әрине, бірақ ойын жағынан Құмтоғай. Жалпы сіз де Құмтоғай мен лидерді финалда көріп тұрсыз деп ойлайсыз да? Бірақ Саратты по пенальтиге ұтатын сияқты. Ал Құмтоғай Спорт Ақтөбені ұтады деп ойлаймын. Түсінікті. Құрметті көрермендер, егер де көріп отқан болсаңыздар, осы жарияланып шыққаннан кейін өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Екінші лигада бізде қай команда чемпиондыққа басқаларынан қарағанда жақындау, қай команда басым екендігін. Және осы сенбі күні көреміз жартылай финалдық ойындардың нәтижесін, қай команда финалға жолдама алатынын. Және осы сәтте екінші лиганың қорытындыламас бұрын сұрмергендер тізімін айтып кетейік. Яғни сұрмерген деген көп гол салған шабуылшылар, ойыншылар. Екінші лигада сұрмергендер көшін
Ернар Қайырұлы жеке дара бастап тұр екен, 14 гол салған. Екінші орында Яхия Дюкло және Дмитрий Чашков. Яхия Дюкло Дуис сапында, Дмитрий Чашков Жайсан сапында. Екеуінде де 10 голдан, бірақ екеуі де жарысты қысқартты. Сондықтан Ернар Қайырұлына жалпы жету қиындау сияқты болып отыр. Мұрат Арзаковтікі де бар ғой, 9 голмен тұрген лидер болды. Лидер. Құмтоғайдың ойыншысы бар, ар жағында 9 голмен. Нұрбол Асқарбек. Оларға әрине мүмкіндік бар, бірақ арасы 5 гол. Көреміз бұл финалда қиындау болады сияқты уже. Ендеше екінші лиганың осылайша жабайық. Жартылай финалдық ойындарды көруге келіңіздер. Екінші лиганың ойындары сенбі күні Алихан спорт кешенінде таңертең 9-да және 9:50-де басталады. Таңертеңгі ойындар. Баршаңызды күтеміз. Келесі кезекті бірінші лигаға берейік. Бірінші лигада ширек финалда аса тартысқа толы матчтар болды. Батыс пен Тамды ойнады. Арын мен Ойыл командасы ойнады. Үміт пен Құтикөл және Самбатыс пен Қассапа матчтары тіркелді. Алғашқы матч Батыс 2, Тамды. Бұл матчта 4-3 есебімен Тамды командасы жеңіске жетіп жартылай финалға шыққан екен. Не айтасыздар бұл ойынға қатысты? Көрмедім ойында. Мен де көрмедім бірінші лиганың ойындарын. Тамды командасы жалпы тұрақты қатысып жүрген ЛФК команда. Аслан Сқақов команданың капитаны, жалпы өкілі. Абекең кеше бровкаға тұрған сияқты. Абзал. Абекең. Және тренер болған сияқты. Аслан Сқақов өзі хет-трик жасап, 3 гол салып, енді 4-3 есебімен жеңіске жетіп отыр. Өзінің жалпы үлесі елеулі екен. Батыста Дәулет Клишкарин ойнаған екен, да? Дәулет Клишкарин. Батыс 2-де. Машалла. Трансфер. Осылайша Тамды командасы жартылай финалға жолдама алған. Батыс 2 айта кетейік, бұған дейін 1-8 финалда U19 командасымен түскен. U19-дың жігіттері сыртқы жарысқа кеткен болатын, Павлодарға, қателеспесем. Және олардың орнына U17 командасының ойыншыларын трансфермен алып, U17-мен ойнап, оларды жеңіп кеткен. Тамды командасы жартылай финалда алғашқы. Одан кейінгі матч Арын Ойыл арасында болды. Бұл матчта 6-3 есебімен Ойыл командасы жеңіске жеткен және жартылай финалға шықты. Досымжан Қабдуахит хет-трик жасаған бұл жақта. Және Қыдан салыпты бір голды. Қыдан өз голын салады. Әр матчта салып тұра ма? Ерасыл Елжанов дубль жасаған екен Арын сапында. Арын енді топтық кезеңнің соңғы ойынында қателеспесем, негізгі ойыншыларының бірі, старттық ойыншысы Мейірбек Сапарғали қызыл қағаз алып кетті. Ардақ жоқ, артта ойнайтын. Вақтыда болды жұмыста. Кім болды ма? Максим Хамитов болмады ма? Болған сияқты соңғы ойында. Да, болды ма? Арын негізі фавориттердің бірі еді, бірақ сол жаңағы состав плей-оффта уже болмай қалды игроктары. Екі игроктың Арын газонда чемпион болды осы, да? Иә, бірінші лиганың чемпионы болды. Ойыл өткен жылы футзалда екінші лиганың чемпионы болды, қателеспесем. Жоқ, екінші орын алды, Китспартын ұтылып қалды. Китспар қалды ма? 2-6 Ойыл. Жалпы жақсы кетір Ойыл. Бұл жақта алтын картамен ойнап жүрген Досымжан Қабдуахитті айтып кетуге болады. Сұңқар командасында ойнап жүр. Жалпы Сұңқар ұшты енді. Салғыш ойыншы. Аспай ойнайды ғой енді. Галиадор ойыншы. Қыдыр әлі Тұрған Алиев бар, алтын картамен жүрген. Қаш сервис екеуінде. Жайылхан Бауыржан бар. Жайылхан кешегіде қызмет каптың үздік ойыншысы болды. Сұрмергенде осы Жайылхан болған сияқты. Қай команда ойнайды ол? Танымайды екен. Ойылда ойнай ма? Ойылда, иә, қызмет капта Азыхес деме ойнайды. Танимын. Зауыттар жасайтын көрдім ойынын. Осылайша Ойыл командасы екінші жартылай финалға шыққан команда. Тамдымен кіммен кеседі жаңа? Тамдымен кесе ме? Тамдымен кесе ме жаңа ұтқан? Жоқ. Самбатыспен Ойыл кездеседі. Самбатыспен. Тамдымен Үміт кездеседі, қателеспесем. Үміт пен Самбатыс екі жақта сетканың. Инстаграм тұрады жаңа. Үміт пен Тамды, иә, Самбатыс пен Ойыл. Келесі үшінші матч, ширек финал. Бірінші лиганың Үміт пен Құтикөл арасында жойқын матч болды. Қос командада жақсы ойыншыларға толы командалар, қос командада соңына дейін берілмейтін командалар. Әсіресе Құтикөлдің ойыншыларының характермен соңына дейін ойнайтынын айтып кетуіміз керек. Есеп 6-3 есебі тіркелген. Үміт жеңіске жетіп жартылай финалға жолдама алған екен.
Құтикөлдің сапында команданың капитаны Әмір Асқарұлы қызыл қағаз алып кеткен. Қателеспесем, тікелей қызыл қағаз төрешімен сөзге келіп қалып алды. Ал үміт сапында Рустам Асылхан дубль жасаса, хет-трик жасаған, Қанағат Байғазы дубль жасаған. Рустам мен Рустамымыздың қандашын ініміз ғой, жаңа айтып Иә, жатқан. иә. Тимур Абоевтен ауысып барды ғой трансфермен. Тимур Қонтаев алғашқы гол салған екен. Моменттер жақсы салатын, в одно касание, сондайлар енді. Большойдың баласы ғой енді, проф. Ал Құтикөл сапында Мұқағали Еркеғалиұлы Мұқаш дубль жасаған екен. Жалпы әр ойында гол салып келе жатқан, дубль, хет-трик, покерден салып жүрген ойыншы. Өткенде тіпті бір ойын 19-да 0 ме болды ғой, 19-да 1 ме. Сол ойында 6-7 гол салған шығар, қателеспесем осы Мұқаш. Бомбардир сол келе жатыр 17 голмен. Солай ма? Мират Әбілов екіншісі. Екеуі де Құтикөл. Осылайша үміт командасы жартылай финалға жолдама алды. Үмітте трансферлік терезеден кейін сәл күшейтті құрамын. Қанағатты алған сияқты, қателеспесем. Қанағат бай адам болды ол. Бұрыннан болды ма? Иә, просто ана неде жүрді ғой, Хромтауда жүрді ғой. Кейін Хромтаудан кетіп қалды да. Иә. Тимур екеуі әдемі қосылды ғой. Және келесі ойын ширек финалдың орталық ойыны деп айтуға болады. Бірінші лигадағы Самбатс пен Қассапа. Бұл матчта алғашқы негізгі уақытта ойынның 3-3 есебі тіркелді. Пенальтиге дейін жетті. Пенальтиде 4-2 есебімен сәттілік Самбатстың жағында болған екен. Қос командада да бір-бір ойыншыдан қызыл қағаз алған. Ойынның бірінші минутында Анарбек Тауен бір гол соғып Қассапаны алға шығарған. Екінші минутта Дәурен Дінқаман Самбатстан қызыл қағаз алып алаңнан қуылған. 4-ші минутта Қуаныш Тергешбаев қайтадан бір гол соғып 2-0 есебімен алға шыққан екен Қассапа. Алайда 12-ші 14-ші минуттарда Самбатс теңестірген. Және екінші таймда Тұрарбек Жәдігеров пен Анарбек Тауен қайтадан бір голдан салған. Мадияр Төлеген алаңнан қуылған екен Қассапа сапында. Пенальтиде Қассапаға сәттілік серік болмаған. Жалпы өте жақсы ойын көрсетті осы жарыста. Фаворит командалардың бірі болды ғой Қассапа. Иә, солай болды. Қымбат ерте кесіп қалған. Айдархан да алды ғой. Иә, Айдархан. Алтын картамен Қассапа. Енді жартылай финал ойындарына тоқталайық. Жартылай финалда Самбатс пен Ойыл, Үміт пен Тамды командалар кеседі. Не айтасыздар? Кім фаворит деп ойлайсыздар? Ереке енді кезексенде өзің айтып көр. Үміт пен Тамдыда Үміт деп ойлаймын. Енді Асекең ренжімесін. Үміт жақсылар ау, составтары. Мына жақта Асекең жалғыз өзіне қиын болады. Ал қасындағы жігіттер танымайды екен Тамдыны. Ал Ойыл мен Самбатста пенальти сериясы болады, айта алмаймын бірақ. Екеуі де мықты. Қадекеңдер, Досымжандар, Изничева гол салып кетуі мүмкін ше. Бірақ Самбатста күшейді, Ернарды алды олар. Олар да күшейді, бірақ пенальти сериясында болады сияқты. Пенальти сериясы. Меніңше Үміт пен сол Самбатс финалда кесетін сияқты. Біз әр ойында, әр лигада бір ойынға пенальти болады сияқты деп отырсыз. Екеуінде ренжіткіңіз келмей амал жоқтан айтып отырсыз. Жоқ. Ренжімейді ғой енді. Өткенде жақ 13-ші сектор жігіттер болмаса, тек мен соған сөздерімді Сосын жастар ма? Бірақ не деп ренжісе де ренжи берсін енді. Әркім өзінің мнениесі болады. Иә, әрине. Жеке ой. Біздің өзіміз ойымыз ғой жаңағыдай. Самбатс пен Ойылды айта алмай тұрмын, шынымды айтайын бар ғой. Пенальти сериясы болатын сияқты. Егер біреу ұтқан жағдайдың өзінде бір гол разница болатын сияқты. Менің ойымша Самбатс пен сол Үмітті ойлаймын өз ойым. Жоқ, Самбатс бірақ кеше Қассапамен ойнаған кезде кішкене қиналып қалды. Ойыншылар бір-бірімен әлі трансфер жасағаннан кейін кішкене Сегірінс болмай жүр. Әртүрлі типтағы ойыншылар, өткенде кімге Нұрашқа да айтқам негізінде. Ойыншылар әртүрлі типтағы ойыншылар. Ернардың ойыны басқа, Тұрарбектің ойыны басқа, кім бар, Ақниет деген жігіттің ойыны басқа. Командалық ойын. Финалға шейін дұрысталатын шығар. Ал Ойыл олар неше жыл болды ойнап жүргенде. Біз кезінде Нұрғасыр бар кезде ойнап жүрген балдар бір-бірімен. Досымжан, Қыдан. Сосын темп Ойылда жоғары байқайсыздар ма? Иә. Кілең жүгіретін игроктар боласын, темп жоғары оларда. Кімде желаниесі мықты, соларға жеңеді деп тұрсың да. Солай болады. Менің ойымша жалпы Самбатс командасы енді кешегіде 1-8 финалда кіммен ойнады ғой? Ктомен. Алғашқы матчта жеңіске жетті, одан кейін қарымта ойнап, онда да жеңіске жетті. Жалпы
ойын қатты жүріп тұрған сияқты меніңше. Одан кейін енді спортта көбінесе андай болады ғой, мықты командаға бар эмоциясын, ойын бәрін салып тастағаннан кейін содан кейінгі ойында обычно жеңіліп қалады. Команда чемпионнан кейін жекелей видтерде де болсын жалпы чемпиондықтан кейінгі матчта жеңіліп қалады жалпы өте қатты ойыннан кейін. Бұл момент сол кеше Қазсапада болған сияқты. Ойындарын жүргізе алмай ендігі Самбатсты тоқтату қиындау сияқты меніңше. Жалпы Самбатс енді құрамымен айтамыз ғой. Құрамымен чемпион сияқты. Сол құрамға қарап состав не решает жігіттер. ББ бар кеше. Енді ББ ағаларымыз ренжімесін, бірақ қатты составпен бардық. Онда айтамыз ғой енді. Состав не решает. Мен бүкіл Рахметтің балдарын Нұрғасырға алып, бұрғылаудан ұтылған адам ретінде айтайын, состав ничего не решайды. Сол үшін выживание кімде мықты? Сол ұтады. Ана жақта енді Тамды мен үміт сәл-пәл фаворит деп енді. Үмітпен Самбатсты финалдан көріп отырмын. Бірақ чемпиондық осы Самбатста сияқты меніңше. Енді алдын ала өзім ойым ғой, жігіттер ренжімесін. Қай команданы да барлықтар менімен келісіп отқан сияқтысыңдар ғой. Сол үшін бірінші сізден сұрап отыр. Қалжың. Осылай, енді көреміз. Бомбардир жаңа кім ғой? Мұқағали. Сұрмерген, Мұқағали, Еркеғали. Жете алмайды оған. Ары қарай кете берейік. Мұқағали 17 гол. Одан кейін 5-ші орында тұрған Тұрарбек Жәдігеров екен 7 гол. 10 гол салу қиын болады. Жоғары лига. Келісіп, есеп қалмаса 14-те 15 қылып. Келесі жоғарғы лиганың есігін ашайық жайлап. Состав не решает деген міне келе жатыр осы жерде. Астынан бастан келіп тұр жоғарғы лига. Астынан бастан тұр. Алғашқы ойын Искандер Хромтау және Қаш-Сервис. Бұл матч орталық ойындардың бірі десек те болады. Екеуі де мықты командалар. Жоғарғы лигадағы екеуі де фаворит болды турнирдің басында. Қаш-Сервис 5-3 есебімен жеңіске жетіп, жартылай финалға жолдама алды. Не айтасыздар? Классикпен Алтынбек Алдоңғаров пен Жасұлан Мырзағали екеуі қос голдан салған. Және Игорь Неверов автогол салып алған екен. 5-3 есебімен Қаш-Сервис жеңіске жетті. Қаш-Сервис, міне сол Қаш-Сервиске Самбатс қайта алмаған нәрсені Қаш-Сервиске айта аламын менше. Бұларда сыгранный состав более-менее бір-бірімен жақсы ойнап тұр. Қаш-Сервис жігіттері. Бұлар газонда Қаш-Сервис чемпион болды да? Иә. Жоғары лига чемпион болды ма? Иә. Жоғары лига чемпион болды да? Оның алдындағысында. Жазғыда. Жазғыда не деймін, газонда айтам. Иә. Чемпион болды. Одан кейін күзгіде Суперлигаға өтті ғой. 1-4-те жастардан ұтылып қалды пенальтимен. Асарғопа бірінші лиганың чемпион болатын кезде чемпион болды. Жоғарғы лигада. Сонымен Ештеңе айтпаймын. Мен деген жоғары лиганың ешқандай ойын қараған жоқпын шыны керек. Мен де қарамадым дәл осы ойында. Біз қандашын ойынымыз Келенет қандашын ойын алдында Сұңқармен кім ойнады? Ынта. Сол ойын ойнады, 2-1 есебімен кім ұтып жаңа Ынта. Содан өзіміз разминка істедік. Сол ойын тек көрдім, қалған жаңа 2 ойындарды мен көре алмадым. Енді көрмесеңіз де жалпы енді былай қарайтын шығарсыз, қарсыластарыңыз кім болады, ойындардың нәтижесін. Қаш-Сервис өтіп тұр. Негізінде Қаш-Сервис деген жалпы фавориттердің бірі ғой. Мен ол команданы финалда көріп тұрмын жалпы. Бұйырса финал шығатын команда деп ойлаймын. Стандартпен. Бұйырса стандарт ойнайды ғой жартылай финалда. Стандартты турнирдің басында финалдан көріп қойған жігіттер бар, жалпы қазір оған да айтып кетеміз. Мен жалпы стандарттың ойын көрген жоқпын, ойыншыларды танымайды екенмін. Мен тек стандарттан тек тренерін танимын. Азамат Арстановты. Жарайды, келесі ойын СК Сұңқар, КТМ және Ынта. Бұл матчта 4-2 есебімен. Жалпы көпшілік айтатын шығар, сенсация болды деп. Иә, келсем фаворит деген Сұңқар болды ғой енді. Бірінші орынмен шықты, Суперлиганың командасы. Ынта командасы, Шуардың балдары, Темір ауданының командасы 4-2 есебімен жеңіске жетіп кетті. Бірінші голды 3-ші минутта Досымжан Қабдуахит салған, Сұңқар алға шыққан екен. Содан кейін Темірлан Орынбасар, Темпо, Сағадат Рахмет, Досжан Арыстанов 3 гол салып 3-1-ге жеткізіп қойған екен бірінші таймда. Азамат Қарабеков 2-3 қылып есепті қысқартқан екен, алайда Мағжан Арыстанов, Досжан Арыстановтың інісі қайтадан гол соғып 4-2 қылған. Мағжан үлкені ғой, Досжан кішкентай. Мағжан үлкені ме? Иә, Мағжан 2003, анау 2005 екен. Ағайын деген мен қарап отыр едім. Ағайын екеуі бір үйдің балалары. Жалпы Ынта командасы осылайша жартылай финалға жолдама алып кетті. Керемет ойын көрсетті. Керемет матч болды жалпы. Качелия болды. Темпо молодец.
ойлап едім сұңқар командасы жалпы турнирдің басында Суперлигаға қосылғысы келді. Енді бұрынғы қоржын ғой былтырғы. Иә. Атау атау өзгергеннен кейін енді ЛФ ережесіне байланысты қосыла алмады да, қазіргі ережесіне байланысты. Сондықтан жоғарғы лигадан бастады. Финалға шығып, қайтып Суперлигаға баратын шығар деп едім, онымен сәттілік сеп болмады. Келесі матч. Горняк, Хромтау және Стандарт. Хромтау үшін осы ауыр апта болды ау деймін. Горнякта, Искандерде екеуі де жарыспен қош айтысқан екен, бірақ 35+те Хромтау командасы жартылай финалға өткен екен. Көптен бері олардың өткен есімде жоқ. Б-лигаға бөлгеннен кейін барып екінші тимдер ашылып жатқан сияқты. Стандарт 4-2 есебімен жеңіске жеткен. 4 голды 4 ойыншы салған екен. Рауль Ақмырзаев, Ернар Мырзалы, Әділбек Андеров және Иман Досалиев. Стандарт жаңа айтып кеткенімдей, қаламыздағы осы әуесқой футболдағы бейлі бапкерлердің бірі жаттықтырушы Қайрат Нұрмұханов. Жалпы ол да футбол жағын біледі ғой. Азамат Арыстан. Қайрат Нұрмұхановты айтам. Жалпы Қайрат Нұрмұханов туралы айтып біраз енді футбол жайынан хабардар аналитик ойыншылардың бірі ғой, бапкер ойыншы. Турнирдің басында бірінші турдан кейін айтқан. Екеуміз әңгімелескен кезде Стандарттың ойыны маған ұнап тұр. Осы команда чемпион болады көресің ертең деп маған айтқан сөйлеп. Сол кезде мен енді бір ойынмен өйдеп айту қиын шығар. Білмеймін, топтан шықса шығар, бірақ көпке бармайды деп сөйдеп айтқан. Алайда Стандарт топтың өзінде, топтық кезеңнен көрсетті ғой өзін. Уже минимальный задача орындап тұр олар. Олар бұрын да тастады ғой, қателеспесем. Бұрын оту деген қарап отырсаңыз. Ырғызда да атты. Кім Хашервис немесе Стандарт қайсысы? Біздікіне тоқталған жоқ қой, жалпы тоқталсын да. Тоқталамыз ғой. На полуфинал айтып кете берейік сразу, уақытты қыздап просто. Так, полуфиналда өзім екі осы Қашсервис бен Стандарттан мен финалға бұйырса Қашсервис шат деп ойлаймын. Мен просто символический Стандарт деп айта салайын онда ше. Қарама қарсы. Иә, қарама қарсы. Анда ешқандай несіз. Өзің кім деп ренжіп қалмасын, просто айтып отыр. Білмеймін, жақсы матч болады, жалпы екеуі. Группада Стандарт ұтты 1-0-мен. Негізі обычный группада ұтқан команда плей-оффта ұтылып қалады негізінде. Сондай бір болмайтын дұрыс емес бір заңдылық бар. Ондай да бар я футболда. Стандарттың ойыны кәдімгі қойылған уже. Себебі бұлар 3 жыл ойына қателес. 2 жыл анық білем, Азамат Арыстан бапкер болып келді. Рауль Ақмырзаев алып алды жақсы. Усиление. Сол, негізі көп ойыншылар ауыспайды, тек бір ойыншы қосылғанша, қалған бәрі бұрынғы ойыншылар да 2-3 жылдан бері келатқан. Уже тренермен дайындалған уже бөлек қой. Иә, уже әбден қойылған сияқты ойындар. Көреміз. Қашсервиске бровка надик тұр, тоже жақсы подсказкалар беріп тұр тоже. Қашсервис енді осал команда емес, сондықтан дымды айта алмай отырмын. Осымен жоғарғы лига аяқталды, келесі Суперлигаға. Қандағаш бар ғой. Әзіл. Және ширек финалдың жоғарғы лигадағы соңғы ойыны Қандағаш ВЧД4 және Батыс батырлары. Нағыз финалға тұратындай ойын. Негіз бар ғой, осыны сіз айтпай қойыңыз, мен айтайыншы. Осы ойынды мен бастап қарадым. Бекжан ағамыз гол салып кетті, бірінші голда. Айттым, болды, Қандағаш ұтып дедім. Негізі Қандағаш Асар Қопаны ұттыңыздар ғой сіздер. Сол кезде мен Грузияда жүрдім. Біздің группаға, қай группаға жаздым сразу, Бекштар ұтады, Қандағаш ұтады деп айтыншы. Состав жақсы болды, өйткені счетқа ойнайтын команда. Бізде Абылгүнтпен баяғыда есіңізде, былтыр ұтылып қалдық қой Қандағаштан 1-0-мен. Иә. Сол кезде счетқа ойнайтын команда. Қандағаш деген счет бірінші гол алға салса, Бекіш болса, Олжас болса, Ченга болса, Шыңғыс. Кәрі қасқырлар бар. Олар где-то өтірік құлайды, уақытты доптағы лақтырып жібереді. Енді темпті сбивать етеді. Составтар мысалы баба күшті ғой. Бірақ Қандағаш мықты ойнады енді. Алдияр молодец. Жақсы столб шығып келе жатқан сияқты. Алдияр жақсы ойнады, өте керемет ойнады. Столб шығып келе жатқан сияқты болашақта Ақтөбеге. Иә, Алдиярдың ойындары TikTokта жүр. Күшті. Бекжан ағамыз енді. Ол жеңісі ойнадыңыз ғой да? Ойнадым. Әдемі. Керек ойындарда ойнап тұр ғой сол жігітте. Бабаға кішігірім Құран оқып жүру сияқты келді. Дұға оқытып, қой сойып, құрбандық шалып. Бірінші таймда есеп ашылмаған ба не бұл ойында? Бірінші таймда есеп 0-0 болды. Екінші таймда сол бірінші голды Бекжан салды, содан кейін контратакада ойнадық қой. Одан кейін екіншісін гол салды, одан кейін Петером шықты, сосын біз Петером негізі жатып олар кішкене уақыт жетпей қалды да, негізі жақсы ойнап бастап отыр еді Петером. Негізінде Петером қатты ойнайды, жақсы ойнайды негізінде. Бір-бірін жақсы табады Петером ойнаған кезде.
сыгранность бар ғой ол командада. Қанат Ахметов 40-шы минутта салыпты ғой 3-2 қылып, екінші голға. уақыт жетпей қалды Жетпей қалды ма? өйткені сіздерде адам замен ауыспай в основном 5-6 адам ойнап тұрған, тек 4-5 адам ғана ойнап тұр. Петербургға қарсы ойнай алатын сол 4-5 адам ғой, солар ғана ойнап тұрды. Бекжан Дәулетов ағамыз дубль жасаған екен, жалпы өзінің Ақтөбе деп айтсақ тіпті аз болады шығар. Осы Қазақстан футзалындағы мықты ойыншы екендігін жалпы жыл сайын дәлелдеп келе жатқан ағаларымыздың бірі. 1-4-тің үздік ойыншысы деп ойлаймын. Үздік ойыншысы, иә. Кеше 4 матчтың ішінде осы кісі деп ойлаймын. Керек кезде керек жерден табылып тұр ғой. Кеше Бекжан ағамызды да айтып жіберейік, құттықтап жіберейік кеше. Кеше Қазақстанда плюс 35 черкада чемпион болды ол. Жібек жолы командасында ойнап. Бірінші рет болып тұр, бірінші рет. Бірінші рет болып тұр ма? Плюс 35-те бірінші рет чемпион Өзі болды. чемпион болды. Иә, сол команда ойнап чемпион болып тұр бірінші рет. Соны Керемет. құттықтап жіберейік ағамызды. Машалла. Енді Қандыағашпен ынта айтпай ақ қояйық. Мен айтпай ақ қояйын, өздерің айта беріңдер. Жоқ, мен Қандыағаш деп ойлаймын, бірақ ынта темпо, Сағдат, Келес ренжімесін, енді опыт Қандыағашта көбірек. Жалпы Бірақ Бекжан ағамыз ойнамайды да айтпақшы. Бекжан ағамыз ойнамайды. Ойбай, онда қайтып алдым 50-50 деп айтайын ба. фавориттігі бар шығар жалпы енді Қандыағаштың, бірақ жартылай финал ғой, не дегенмен. Желание деп. Ынта, Қандыағаштың ойынын Нұрпейіс өзі айтып жүрсің, өзі Қандыағашқа қарсы ойнады ғой. Ынта ауылдастарым ғой. Ауылдастарың кең. Ынта желание шешетін сияқты меніңше ол жеке. Кімде желание больше сол отатын сияқты. Иә, жалпы просто бұл жерде темный лошадка деген сөз бар ғой. Сол ынта солай болып қалмай ма? Ол да мүмкін, иә. Көп кездеспегенде сенаттар да Қандыағаш ынтамен. Ынта үнемі сол жоғарғы лигада, бірінші лига, жоғарғы лигада келетін команда ғой. Қандыағаш көп кездесе қоймаған шығар. Сосын андай темный лошадка, жаңағы қарап отырсаңыздар, группада стандарт командасын ешкім ұтпаған стандартты да осы ынта ұтып жіберді негізі. Тек жаңағы құрамы бойынша қателіктер болып, техникалық жеңіліс жазылды. Сосын Сұңқарда группада бәрін темпо деп ынтада жаңағыдай темп жоғары ұстайды. Жас балдар арықша келген бәрі темп, қай ойын қарасаңыз да темп масқара, тез, былай да былай. Үнемі бір құрам. Футзалда сол жақсы ғой, темп жоғары болған жақсы ғой, саяси футболға қарағанда. Сондықтан көреміз енді доп дөңгелек, бірақ енді бұда Бамбатир біздің кімге атқан сияқты ғой да? Алдиярге атқан сияқты ғой, Алдиярге атыр, иә, 8 голмен. Азамат Қарабек 6 голмен Азамат Қарабек Сұңқар жарыстан шықты. Қанат Ахметов 5 голмен ол да жарыстан шықты. Искандер жоқ, Досжан Арстанов 4 гол. Тимур Төлеміс тұр екен. Біздің Қандыағаштың 2 ойыншысы тұр. Алдияр қалада барлардан. Суперлигаға ауысамыз ба? Иә, Алдияр қалада. Ал Суперлига. Айбын Авиценна ма бірінші матч? Айбын Авиценна. Иә. Бұл матчта пенальти сериясы тіркелді. Есеп 1-1 болды. Негізгі уақытта пенальтиде Авиценна 5-3 есебімен жеңіске жетті. Пенальтиді орындаған 5 ойыншысы да қатесіз мүлт кетпестен тепті. Ал Данияр Иманжанов, жалпы пенальтиде андай бар, мен өзімнің тәжірибеммен айтайын, ойында жалпы команданы сүйрейтін ойыншылар көбіне пенальтиден қателеседі. Менің өзім былай практикада көргендерім бойынша, либо ойында гол салған ойыншы, отырмын неше пенальти салғансың ба? Сондай болады екен жалпы. Көбіне байқағаным менің. Данияр Иманжановта Айбынның негізгі ойыншыларының бірі. Өше гол салған екен, жалғыз гол салған. Жалғыз голда сол салған. Жалпы Айбынды сүйреп жүрген қазір 1-2 ойыншы болатын болса, соның біреу міндетті түрде. Жалпы Авиценнаның вратары жақсы ғой. Өте керемет тұрады. Мықты ғой вратар. Бекстон Айтқали артта күшті. Защитада. Тоже Қоржында ойнаған бала ғой. Күшті. Авиценна жалпы жаңағыдай ғой енді. Тренер көрген. Кезінде 2-0 ұтылып атты, 1-0 ұтылып атыр, не істемей жанбайды бір-бірімен ше. Металлургта енді 3-1 ұтылып атты да 4-3 ұтып кетті. Жанбайды. Тренермен дайындалған нелер ғой, команда Серік Омбаев кезінде дайындады ғой. Бір-бірімен сосын саған состав сыгырмен неше жыл бойы болады. Бір-бірімен. Осы составпен деген нелердің қызмет каптоты жалпы нелердің жаңа медиктердің арасынан ба неге барып жүрді ғой. Қазақстан чемпионы болды. Қазақстан чемпионы болды. Еуропада чемпион болды, қателеспесем. Сыгранность бар ғой команда. Авиценна. Айбынға енді сәттілік жетіспей қалған екен. Жақсы команда ғой Айбын. Бірақ мен осы ойында Айбынды ұтады деп ойладым негізінде. Мен де солай ойладым негізінде. Айбын. Мен жаңа пенальтиден кім Авиценна ұтқан кезде шамалы таңғалдым шамалы. Бровка жетіспей қалды ма әлде Айбынға? Мүмкін. Ол ойынды айтпақшы, мен кіммен сөйлестім? Тұрарбекпен бе, Рима Дәулетпен сөйлестім. Сонда айтады, сол ағамыз жетіспей қалды. Сол кісінің айқайы, дамен жасаған кездегі сол жетіспей қалды дейді.
Келесі ойын. Келесі ойын өзің жүргізіңізші. Пранетпен достық. Пранет достық 2-1 есебімен Пранет командасы. Күшті ойын болды. Күшті ойын болды, бірақ фаворит достық болды, бірақ Иә. барлығы достық өтті ойлады. Составтары да мықты болды. Бүкіл Профтар болды, жаңа. Бірақ трансфермен Пранетте составын күшейткен сияқты. Тек Байралиевпен кім? Байралиевтің өзі ана жерде қаншама Қақпашыны алды тек қана. Үздік ойыншы Байралиев қой осы ойында. Иә, үздік ойыншысы жаңа Салауат болды. Жоқ, 2 трансфер жасады. Екіншісі Бекзат Мұсабаев екінші гол салған. жоқ, ол емес қой. Екінші трансфер қазір айтамын. Ана жас бала ғой, доста ойнаған. 3 трансфер жасады. Үшеу жасады ма? Ислам Маманғали. Сосын жаңа кімді алды? Бекзат Мұсабаев. Екінші гол. Бірінші келген Енді по составға қараған кезде достыққа жетпейді ғой. Түбінде, иә. Түбінде жетпей тұр. Именно футзалда мықты. Тимур Балтабаев. Ана жылы чемпиондар ғой да? Иә. Ана жылы чемпиондар. Симба. Кім бар тағы да? Азамат Арыстанов бар, Баха Демешев бар, Бақытбек Демешев. Составтары қатты болды. Осы жалпы Суперлиганың фаворитісі болды, достық болды. Менің өзім ойымша. Мен ойладым, финал үшін барады, биыл чемпиондыққа да таласады деп ойладым. Офсайд сериалы өткен жоқ па осы ойында? Офсайд сериалы болған кезде енді Пранетті деген біріншіден кім жаңа Салауат Байралиев, екінші кім? Жалпы екінші кім қатты ойнап тастаған кім ғой? Асланбек Хакимов қой. Каждый ойын сайын сурет сол. Неге офсайд сериал деп отырсыз? Қазын қалдым. Айтайын естіп едім ғой просто. қасың. Андай бар, осы ойында трибуна полный болды. Полный болды, иә. Бірақ мен орын болған жоқ қой. Осы енді ары қарай командаларға айтып кететін жас балдар келеді жаңа жерде жанкүйерлер болып отыр. Ана ойындағы ойыншылар, кез келген ойыншылар ол. Жауапкершілік түсіну керек. Ана жерде саған жас бала қарап отыр, балалар қарап отыр. Аузына әйел адамдар келіп отыр, жауапкершілік түсіну керек. Кейде барып жаңа намеренно сындырып атады, аяқтарына кіріп атады ше. Ойнай алмай қалсын деп жаңа ключевой урокта жоқ. Бұл жерде ризық несібесін Алла тағала осы футболмен беріп отыр ма? Сен ризық несібесінен айырып қоямау деп қаншама бала адам қарап отыр, трансляциядан қарап отыр. Осыған кішкене мән беру керек сияқты. Өйткені ана бүгінгі жағдайды білесіздер ғой, жаңа Ресейде болып жатқан жағдай. Енді өскелең ұрпақ бізге қарап өседі, сол үшін қарап қою керек сияқты. Жауапкершілік түсіну керек. Әрбір адам бұл әуесқой футбол деп ойламау керек. Қаншама бала адам қарап отыр, қаншама адамдар қарап отыр. Жауапкершілікті қоғам алдында, өскелең ұрпақтың алдында жауапкершілікке кішкене мән беру керек сияқты. Өйткені сол ойында мен ол ойында төбелес болған жоқ ешқандай, бірақ Пранеттің ойыншылар жас балдары келіп отыр, шәкірттері келіп отыр. Соларға қарап солындай ой келді маған. Дұрыс айтасыз. Кені жауапкершілікке қарау керек деп, жауапкершілікпен. Пранет желание деген енді масқара болды олардың желаниясы, машалла. Достықты әлсіз деп айтпаймыз, достық главный фаворит болды мен үшін. Сол айтып тұрық қой. Осы турнирдің главный, тағы да 2 дүркін чемпион болатын шығар деп ойлап едім, бірақ Пранет насчет желания, сосын кім? Сәкен Байралиев, Салауат. Достықтың құрамын тіпті 2-ге бөліп, 2 топқа жіберсе, 2 топтан да чемпион болып шығатындай құрам сияқты. Иә, мықты құрам негізі, бірақ. Топ қой, бірақ. Желание бойында. Жаңа айтқаным сияқты состав не решает болып тұр ғой, үшін тағы да. Сондай болып тұр ғой. Бірінші лигада болмайтын сияқты бірақ. Көреміз енді. Келесі ойын. Так, келесі ойын. Жаңа онсы Абойленд. Абойленд 4-1 есебімен жеңіске жетті. Фаворит Абойленд болды ғой. Енді жалпы бұл жерде шамалы жаңа қоңыз командасына шамалы опыт жетіспеді бір жағынан. Абойленд командасы жаңа Айдос ағамызбен шығады ғой. Айдос ағамызбен шықса, олар обязательно пятером шығады да. Сол ойында жалпы жаңа қоңыз қорғана алмады да. Жаңа жалпы голдардың көбін пятером жіберді ғой. Жіберіп алды, иә. Бүкіл голдардың көпшілігін 80%-ын пятером жіберді. Жалпы ойын басында бірақ гол салмай жатып деген керісінше бірақ жаңа қонысқа шанс келді 2-3 рет. Сол Айдос ағамыз алып шықты ғой. Иә. Ана біздің басшылық деген группаға ма әлде? Жаңа қоныстың группасына ма жазып едім, осы ойында Айдос ағамыз шешеді деп ше. Или гол жіберіп шешеді, антигерой болады, или герой болады деп едім. Герой болды ғой. Естідім. Герой болды. Бұл айтқаныңызды. Манағыдай ғой, жаңа қоныстан жалпы мен бұдан дәл сол ойында ойнаған көрсеткен ойындарынан артық күтіп қалдым жалпы. Себебі оның алдында манағы айтқанымдай, оның алдындағы ойында жанып тұрды көздері да. Ана ойында бүкіл эмоциялар нелері үнемі бір деңгейде ұстап тұру да қиын ғой. Проф ойыншыларға оның қасында уже көп несін беріп қойған сияқты, соның алдындағы ойынға эмоциясын шамалы саршаңқы шықты ма, жеңіске жеткісі келіп барын салды. 2 апта демалды ғой. 2 апта демалды. Білмеймін енді мен ойын 5:20-да тұрды ғой. 5:20-да болды. Мен үлгеремін деп ойладым, бірақ 6:30-да басталды ойын. Мен 7-те діни шарама кетуім керек болды да. Мен сосын мүлдем тұрмай ақ қояйын дедім бровкада, өйткені кетемін 5 минуттан кейін деп. Сөйтіп кетіп қалдым, сосын енді 2 күннен кейін Моншаға бардым, жаңа осы жігіттен сұрап едім, не болды жігіттер, неге сырттарынан мен үйге барып записьте қарасам, валяжно жүрсіңдер, ойын
сонда айтады жігіттердің бәрі сол жанып кеткен сияқты ма, эмоция жетпей қалды дейді. Эмоция негізі бір жағынан андай да енді жаңа оңтүстік командасының да демеушісі Айдос ағамыз. Айдос ағамыз мен ана жерде өткенде жастарға қарсы солай айттым, жігіттер жаңа оңтүстік жігіттер енді жас балдар қызуғанды айттым да, жігіттер жаңалықтардағы көп ойыншылар сендердің мешітке келіп жүрген жалпы Алмаз Ибрашевтар біздің дубльден шыққан балдар жаңа оңтүстіктағы ағалары администратор болған, үлкен ағалық ақылын айтқан. Осы жолы да солай айттым да, жаңа оңтүстік Абуленттің жаңағы демеушілері, біздің де демеушілеріміз, Айдос ағамыздың көп көмегі тиді. Где-то артық сөйлеп қоймаңдар, эмоцияларны көрсетпеңдер деп, сол керісінше артық. Олай негізінде олай айтпаған дұрыс негізінде. Футболда деген тума туыс деген болмау керек. Спорт есть спорт уже деген. Футболдың сыртында неме айтып едім, бірақ сол футболдың ішіне де кіріп кеткен сияқты, сондай болды. Соны айтамын. Кейін ойлағаным солай ойладым мен. Жалпы сабақ болды ғой енді. Иә. Жалпы бір команданың екі демеушісі болса, екі команданың бір демеушісі болса, екі лигаға кеткен дұрыс деп ойлаймын негізінде. Қалай біз білесіздер ғой, 1-4-те кездеспеу үшін қалай тырыссақ та бірге кездесіп қалдық, солай болып қалды. Сол үшін Қандырашын жолын берсін онда. Жоғары лигаға түсіңдер өздері. Иә, мен жігіттерге солай айттым, дәл солай. Қандыраш сияқты бір неге түсіп, одан кеммейсіңдер. Иә, конечно. Керісінше опыт жинап, тәжірибе алып, қайттан келген дұрыс сияқты. Жастар. Бұл матчта Ақтан Шыңғысханов дубль жасаған екен. Трансфері, да? Асылхан Жүсіпов трансфер. Асылхан Жүсіпов есеп ашқан. Жалпы трансфер. Асылжан Жүсіпов, Асылхан деп неге? Трансферлері ойнап тұр Абуленттің. Жақсы трансферлер болған сияқты. Көреміз енді жартылай финалда да көмектесем екен осы трансферлер. Келесі матч Жастар Металлург. Орталық ойындарының бірі. Бұл матчта Металлург үшін алғашқы таймы жақсы басталды. Саят Болатбай есеп ашты. Одан кейін екінші тайм ойын 180 градусқа ма 160 градусқа ма өзгерді. Жастардың жастары 3 минутта үш гол. 3 минутта үш гол салды. Алязиз Камалов, Алихан Хасен дубль. Осылайша 4-те 2 есеп. Айдын Төреміров салған екен соған гол. Металлург ұтып кете ме деп ойлап қалып едім бірінші тайм аяқталғаннан кейін. Жоқ, мен ана кімді, Алеко мен Алиханды көрдім де. Сол негізінде осы ойынды қарадым, менде Металлург деген бірінші гол салып алды, жатып алды. Біз жігіттер болып қарап отырдық сол кезде деген. Екінші тайм басталды. Өзі мықты жатып алды. Өзінің несіне воротасының қасына тұрып алып ойнады ғой негізінде. Ондай егер олай ойнасаң, обязательно гол кіреді ғой. Слишком жатып алды. Уже бір голға жіберіп қойды, одан кейін 2-1 жастар алда шықты. 3-1 кеткен кезде, үшінші гол жібергеннен кейін атака шықты олар. Прессинг жасап. Сол кезде екінші голын салып үлгерді. Үшінші гол салып теңестіруге уақыт жетпей қалды оларға. Ең соңында салып кетті ғой. Қазбек Назарбаев күшті салған екен екінші гол. Жақсы гол салды, иә. Уже соңғы секундта ма кім уже Айдын соңғысын голын салды, содан кейін уақыт бітті ғой. Металлургке обал болып қалған екен. Металлургтың өзі деген бірден жаңа бірінші таймда қалай ойнады, сол екінші таймда олай ойнамады. Гол салғаннан кейін гол нені стасы келді ма, жалпы шот стасы келді ма, сол болмай қалды енді. Металлург осы Суперлигада ең жолылмай жүрген команда болып тұр. Азеке бір құран оқытасыңдар ма, есітай. Енді олардың да жалпы сыйғырнысы бар команда ғой бұрын. Сол ғой. Бірге ойнап жүрген жігіттер. Или мен өзім көп күтіп қаламын ба Металлургтен. Енді шабатын қай жерден шаба алатындарын білеміз ғой, примерно жақсы ғой. Жақсы, иә, Металлург жақсы команда. Финалға дейін баратын команда ғой. Қашан чемпион болды Металлург? Біздің Оразайтта чемпион болды. Жарыста. Ана Пранетті ұтқан 2021-де ма, 20-да ма Газонда чемпион болды. Ең соңғы. Залда жоғары лигада Ургеншбаев ойнап жүрді, сол кезде чемпион болды олар. Жоғары лигаға ғой. Жоғары лигада қателеспесем. Ол кезде Металлург болып шықты ма? Металлург болып шығып жүрді ол кезде де. Анандай екінші бір названиесі бар еді олардың. Казхром ба, сондай болып шығатын еді. Қай жылы ол? Ургеншбаев өзі рахмет. Өзі жоғары лига болған сияқты. Олар всегда жоғары лигада ойнап жүрді сол кезде. Қоныста ма? Жоқ, мына Алиханда да болған кезде Ургеншбаев ойнап жүрді сол кезде. Сол кезде чемпион болып жүрді олар. Ұмытып қалдым, бірақ қай жыл екен. Әлде қателесіп тұрмын ба? Үшінші орын алған сияқты. Нұрғасырда үшінші орын аталасты. Сол Ургеншбаев сол кезде ойнады. Жартылай финал Суперлиганың. Айтып жіберейік. Жартылай финалда Авиценна Пранет және жастар Абуленд кездесулері орын алады. Негізгі орталық ойын жастар мен Абуленттің ойыны шығар. Ел Классико қазіргі Ақтөбенің. Себебі екеуі соңғы жарыста, соңғы Суперлигада Газонда финалда ойнады. Ол жолы
жастар командасы чемпион болды. Футзалда қалай болатынын көреміз. Бірақ Абойлендтің құрамында қазір реформация жүріп жатыр, өзгеріп жатыр, реконструкция дейміз бе, қалай айтсақ та жарасатын сияқты. Жалпы жастар келіп ойын енді шығарып үлгерді ме, үлгерген жоқ па, финалда көреміз. Бірақ жақсы ойындар көрсетіп жатыр ғой осыған дейін де. Жалпы Қайрат жақсы дайындап жүр жас балдарды. Ақтан күшті. Не айтасыз бұл ойынға қатысты? Жастар Абойленд. Енді жастар мен Абойлендте финалға жастар шығады деп ойлаймын. Енді осы күнге дейін Абойлендпен кездесіп жүрген команданың көбісі жаңағы Қорамалмен еді ғой, Петербор. Жастар жалпы опытный команда ғой. Жаңағы кімнің Серік Умбаевтың екі несі бар, жаңағы оқушысы бар, екі бала. Өздерінің балдары бар, жаңағы характерный командалардың бірі ғой енді жастар. Жастар ұтады деп ойлаймын жалпы. Жастармен финалда Пранет кездесетін сияқты меніңше. Жастармен биыл ойнаған адам ретінде Абойленд ұтады деп ойлаймын мен, керісінше. Жастарлық жігіттер бауырлар ренжімесін. Өзімнің ойым. Өйткені жастар командасы, тек қана өзімнің ойымды айтайын, екі типтағы ойыншылар бар жастарда. Ойлайтын, большой сияқты ойлайтын жігіттер бар, біріншісі, екінші чисто футзал ойнайтын ойыншылар бар. Жаңа Алихан, Алёка, Азат, Айдын деген сияқты. Екеуі бірақ дисбаланс болса, онда жастар ұтуы мүмкін. Бірақ меніңше дисбаланс болмай қалса, онда Абойлендке шанс көбірек болады. Сосын жаңағыдай ғой енді, Айдос ағамыз ойнаған ойында мен Айдос ағамыз үшін кіммен ойнаса да Айдос ағамыз үшін не қылып қоямын. Енді Айдос ағамыз ойнайды ғой. Фаворит болады. Айдос ағаңыз кумиріңіз сияқты ғой шамасы. Енді воротадағы номер 1. Жалпы Ақтөбе облысында, осы біздің облыста бірінші мастер спорта сол кісі ғой. Футболдан. Футзалдан. Машалла. Айдос ағамыз. Енді бұл жерде Одан кейін жаңа Ержан Жаманқұлов ағамыз. Екеуі мастер спорта ең бірінші. Жастарда ойнады, неше жыл жастарға неше чемпионство әкелді Айдос ағамыз. Осы жолда Айдос ағамыз шешетін сияқты сол. Воротчик Айдос ағамыз. Осы қай бір жылы есімде, осы 1-2 жылдықта 40 плюсте бір командамен чемпион болды футзалда. Дәл сол чемпионатта 35 плюсте бір командамен чемпион болды. Жастармен де чемпион болды. Былтыр ғой. Былтыр. Ол кезде бірақ жастармен кубокты алды. Кубокты ма? Иә, кубокты алды. Былтыр ғой, былтыр, иә. Сіздер болған өттіңіздер финалда. Ақтемір мен Батыс батырлар ойнады. Одан кейін ол жастармен алды. Содан кейін 40-те ол Тұранмен ба, Тұранмен ба бірмен алды. Жастармен бірақ кубокты алды ол кезде. Чемпионатты емес. Чемпионатта достық алды ол жылы. Трейбл деп айта берейікші, әдемі естіледі. Енді сол ол жақта да енді үлкен жот болмайды ғой. Даже екі команда бірінші қателік жасауға қорқып, закрытый футбол ойнап, пенальти сериясына да баруы мүмкін. Өйткені полуфинал деген андай ең жаңа не ғой? Қалай айтсам болады? Закрытый ойнайды көбінесе полуфиналда қателескісі келмейді командалар. Ол да мүмкін. Иә. Пранет пен Авиценна кім деп ойлайсыз? Пранет. Насчет Байралиев. Байралиев осы ойында бола ма? Келетін сияқты. Ертең 21 мен 22 олар бәрі неде кетеді ғой? Бірінші лигаға кетеді, болмайды олар. Бірінші лигада жоқ қой. Бірінші лигада жоқ па? Елордада жоқ қой. Кеше сборлардың ешқайсысына келген жоқ. Қақпашы ма? Иә, жоқ. Қақпашы Салауат өзі маған бармын деді. Да? Қай жақтан? Бірақ Елордада бармын, бірақ та неге сборға келмеймін, бірден жарысқа барамын, солай келіскен. Қақпашы жарты команда дейтін болсақ, Байралиев жарты емес, одан да көптеу команда сияқты жалпы. Кеше көрдіңіздер ме, қандай моменттерді алып шығып жатыр, жаңа Петером моменттерді алып шығып жатыр, басқа қақпашылар алып шыға алмайтын жерден алып шығып жатыр ол кісі. Жалпы Айбын мен Авиценна мен Пранет. Авиценна темная лошадка дейсің ғой, менің кімнің құрдасым бар, Жасылам құрдасым, ренжімесін. Пранет деп ойлайсыз ба сіздер? Кеше өзіне де айттым жалпы. Фаворит меніңше Пранетпен, сол финалда Пранетпен жастар шығады деп ойлаймын өзім. Авиценна құрметіміз ерекше енді, бірақ тек қана сол Салауат Байралиев бар, Кәкемов бар, Асланбек. Жарайды, ендеше Пранет мықты сенсін. Чемпион болып кетуі де мүмкін ғой. Былтыр ма алдыңғы жылы Пранет кім ойлады чемпион болады деп. Қазақ түрікменмен шыққан кезде. Сізбен ойнады ғой да, ешкім ойлаған жоқ қой. КТМ-да ұтады деп. КТМ-да Бикш, сіз, Кана Ахметов. Кана Ахметов, Чинга бар. Варатада Айдос ағамыз тұр. Айдос ағамыз тұр. Алдыңғы жылы ғой. Алдыңғы жылы. Кім ойлады сол кезде? Былтыр бірақ ұшып кетті, соңғы орнық болып топтан. Сұрмергендерге бір тоқталайық. Суперлиганың сұрмергендерін көшін Ака бастап тұр екен. Ақниетхан Гирей 8 голмен. Бұл өзі осы чемпионаттың жартысына ғана қатысты деймін бе? Жоқ, 2 ойынға ма? 3 ойынға қатысты ма? 3 ойында 8 гол салған. Екінші орында Саят Болатбай 6 голмен тұр, бірақ жарыста жоқ. Үшінші орында Мұстафа
Аймахан тұр екен 4 голмен. Мұстафада ғана мүмкіндік бар. Бірақ енді полуфинал, финалдарда қиын болатын шығар. Полуфиналға Ақниетте үлгереді келіп. Жастарға ойнайтын шығар. Осылайша, жалпы енді барлық ойындарды манадан айтып жатырмыз. Болжамдар тағы басқа, бұлардың барлығына жауапты осы сенбі күні Алихан спорт кешеніне келіп, өздеріңіз көздеріңізбен көріп, аласыздар, осы сұрақтарға жауапты. Егер де өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, бізбен келіспейтін тұстарыңыз болса, немесе құптайтын тұстарыңыз болса, пікір ретінде осы жарияланымның астына жазып кетіңіздер. Біздер лайк басып қоямыз соған. Жаңа нені айтып жүреміз ба? Ақтөбе 35. Айтпақшы, Қазақстан Республикасының чемпионаты болған болатын, футзалдан күні кеше ғана Ақтөбенің намысын қорғап 3 команда аттанған болатын. 35 жастан жоғарылар және 40 жастан жоғарылардың арасында болды. 35 плюске Ақтөбе 40 Ақтөбенің құрамасы бар және Батыс батырлары деген 2 команда бар. Ақтөбе 35 пен. Ал 40 жастан жоғарыларға Ақтөбе 40 деген команда бар. Өкінішке қарай енді жалпы 3 команданың үшеуі де топтық кезеңнен шыққанмен, бірде 8 финалда, бірде 4 финалда 3 командада сәттілік жетіспей, жарыспен ерте қоштасқан болатын. Пенальти сериясында да, солай ғой. Бүгінгі қонағымыз Олжас Саттаров мырза, Ақтөбе 40 командасының сапында. Ақтөбе 40 емес, Ақтөбенің сборной. Ақтөбе 35 құрамында Ақтөбе намысын қорғап қайтты. Қалай жалпы? Жалпы Черканы көрдік, өз-өзімізбен ойнадық. Жалпы біздер Ақтөбенің 35-і жалпы жастар мен Абулинттің командасы қосылып бардық қой. Ол ойында жалпы топтан шықтық, 4-ші орынмен шықтық топтан. Лучший 4-ші орын шығады ғой, бір команда. Иә, сол біздер 4-ші орынмен шығып, А группасының 1-ші орынмен шыққан командасымен кездестік. Қалқан дейтін. Плей-оффта 1-8-де. Күшті ойнадыңыздар. Жалпы бұл жерде бізге жаңа скамейка дейді ғой. Замен жетіспей алды да. Есеп 4-4 болды. Пенальти есебінен біз ұтылып қалдық. Кім салмай қалды? Жалпы 4 ойыншы да салды, тек мен салмай қалдым. Жалпы қалған командасы келесі турға 1-4 финалға өтіп кетті олар. Жалпы біздің де задача сол топтан шығып, жалпы ары қарай өзімізді күшімізді көрейік дегеніміз ғой. 7 адаммен бардық. Қалқанға қарсы 6 адам ойнадыңыздар да? 5 адам ба? 8 адам болды, біреуі травмалық қалды, сол 7 адам болып ойнадық қой. Қалқанға қарсы 7 адам. Экзамен көп шығарған жоқсыздар ғой онда. Иә, ол баланы 6 адамнан көрдім мен. Иә, ол Павлодардың бір жігітін қосып алдық, сонда жүргеннен кейін безамен ойнадыңыздар. Безамен ойнадық. Күшіміз жеткені сол 1-8 болды негізінде біздер. Қалқанға қарсы. Иә. Жалпы. Бабадан бір адам алу керек. Жалпы Батыс батырлары осы турнирде негізінде чемпионға лайық команда болды ғой. Жібек жолы дейтін жаңа айттық қой, Бекжан ағамызды құттықтап, сол команданы бір топта болып 5-3 есебімен жеңді Батыс батырлары. Жалпы көп команда Батыс батырлардан қашты. Фаворит солар болды. Негізінде Сәттібаев та болған. 1-8-де Казар Навигация деген командамен ойнап, ол командалар пенальти есебінен есе жүріп қойды. Негізінде Бекеев салған гол сияқты ғой, ішіне кіріп шыққан сияқты ғой. Енді әркім екі түрлі неде болдық, мінеде болдық, біреу кірді деді, біреу кірген жоқ деген сияқты. Оны енді жанынан түсіп тұрған камера болмады да. Иә, сол түсіретін камера болғанда. Сол қателік та. Енді үлкен ондай Қазақстанның чемпионатын ұйымдастырғаннан кейін жанына камера болу керек деп ойлаймын өз басым. Ол алдынан көрсетіп тұрған камераны ол ешқашан көре алмайды, оны гол кірген кірмегенін. Асар Опада кім Нұрпейіс бауырымыз ұйымдастырды ғой. Жанына камералар қойды ғой, ортан жанынан Асар қапта. Сондай камера қойған кезде өзі көрінетін еді да. Ал мына жерден көре алмайсың оны. Ол еще Астананың командасы қаратты, гол емес деп айта салды, болды. Бірақ негізінде білмейді, гол кірді ма, кірмеді ма, ол көрінбейді. Мен анандай неге медленныйға қойып қарадым, сол кіріп шыққан сияқты. Кірген сияқты болды. Негізінде ол командада Казар Навигация команда, андай команда ғой, уақыт созым өтті ғой. Уақыт тоқтатпайды, грязный уақыт енді. Судьямен ұрсады, еуруктар қалып қалды, біз мына жерде болельщик болып тұрдық қой, айқайлап тұрдық. 5-6 минутта сол уақытпен өтті ғой. Сөйтіп олардың несі, задачасы ол пенальтиға шейін жеткізіп, сол пенальтимен ұтып болды да, Казар Навигация. Сол өзінің несіне жетті солар. Баба негізі. Пландарына ше. Альюрмен финалда кездеседі деп ойлап едім Бабаны. Жалпы ББ осы чемпионға лайық командалар болды. Осы жол болмаса келесі жарыста чемпион болады онда. Иә, чемпион болсын. Ақтөбенің командасында чемпион болса қуанамыз ғой, әрқайсымызда, қай-қайсымызда. Просто мен ғана ойлаймын да енді, біз енді Ақтөбенің қай командасы барғанда да жақсы ойнағанын қалайсың ғой, қайсысы болса да. Бабадан мысалға, мен фотодан 15 адам санадым, или 14 адам санадым ба, формамен тұрған.
14 адам мысалға 3-4 ойыншысы ойнамай келді примерно. Солар жаңа Ақтөбеге барып ойнағанда екі командада жақсы нәтиже көрсететін бе деп ойлап қалдым да солай. Білмеймін, барып замен деп отырғанның қандай ләззат, қандай кайф. Сонда бір кайф болып тұрған. Или жаңа составпен чемпион болып кетеміз деп ойлағанша, мысалы ана кімдер бар ғой, жаңа Вальехо, кімдер бар, Лукас Васкес Реалмен 5 рет лига чемпион болып тастаған да. Ситидің 3-ші воротчигі мысалға ше. Нағыз қазір подкасттан кейін шай ішіп отырып талқылайтын әңгімелер екен. Иә, бабалы жігіттер, ағаларымыз ренжіп қалмасын. Жай ғана өзімнің ойымды айтып жатырмын. Жаңа жастар командасы бар, қандай. Кейде маған солай подкасттан кейін хабарласады, жігіттер, біз еш қайсыңыздың жеке адамгершілік жақтарыңызды айтып жатқан жоқпыз. Біз тек қана футбол ғана жағын айтып жатырмыз. Сол үшін ренжіп қалмаңыздар. Қалай, осы қызық қой, осылай айтқан қызық. Біздің ойымыз орынға қалып жатса, ол да қызық. Жарайды, ендеше біздің уақытымызда біраз жерге таяп болған сияқты, белге келіп жатыр. Ендеше құрметті жанкүйерлер, қарап отырған көрермендеріміз, осы аптада баршаңызды Алихан спорт кешеніне шақырамыз. Таңертеңнен кешке шейін Алихан спорт кешенінде сенбі күні жартылай финалдық ойындар, жексенбі күні финалдық ойындар мен 3-ші орынға таласатын ойындар болады және марапаттау рәсімі өтеді. Осылайша осы жексенбі күні 21 желтоқсанда біздің күз-қыс футзал 2025 чемпионатымыз аяқталады және сәл ғана үзілістен кейін қаңтар айында 2026 футзал басталады. Соған дейін үзіліс болады. Ендеше бүгінгі жарияланым өзінің соңына келіп қалды. Аяқтамас бұрын біздің әуесқой футбол лигасына демеушілік танытып жүрген белді негізгі бас серіктестеріміз туралы бір ауыз айтып өтейік. Бас серіктесіміз Абойленд компаниясы. Үйіңізге керемет түсқағаздар қажет болса, Авиагородок 47 мекенжайына барып, Абойленд дүкенінен қалаған түсқағаздарыңызды таба аласыздар. Қазір керемет жеңілдіктер болып жатыр тәуелсіздік күніне қарсы. Және де тағы бір бас серіктесіміз Окерей компаниясы. Окерей ағылшын тілі мектебі. Егерде басқа елге саяхаттағыңыз келсе, ағылшын тілін меңгергіңіз келсе, осы Окерей мектебіне барыңыз, тез арада үйретіп береді. Және де Лит Энерджи Ақтөбе атты демеушіміз бар. Оған да үлкен алғыс айтамыз. Ендеше біздің жарияланымыз осымен тәмам. Бүгінгі шығарылымға келген Олжас мырзаға үлкен рахмет айтамыз. Көп рахмет. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Келіп тұрмын, шақырсаңдар. Жақсы, сау болыңыздар.